Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Жалпы Нұргүлім академиясы математикалық сауаттылық тегін марафонға қош келдіңдер. Бүгін талқылайтын тақырып тест талдаймыз бүгін. ОБД 2020 маусымда келген есеп 13-17 нұсқа. Енді бізді баяғыдан танитындар бар, баяғыдан танымайтын енді ғана келіп жатқандар бар. Айта кетейін, жалпы осыған дейін марафондарда біз тақырып талдайтын едік. Нақты бір ықтималдылық деген тақырыпты алып аламыз да, соған байланысты полный тақырыпты түсіндіріп шығатын едік. Енді осы жолы біз тест талдаудан бастасақ деп отырмын. Және не үшін тікелей эфирде болған жоқ, оның бәрін қазір мен түсіндіретін боламын. Бір минут. Енді ОБТ дегеннен кейін бұл жерге енді көбінесе 11-лер жиналады. Араларында енді 10 сыныптар да бар, 9 сыныптар да бар, әртүрлі. Және танитындар бар, танымайтындар бар. Мен өзім таныстыра кетейін. Менің атым Райымбек Бейімбетұлы. Танымайтындар жазып алсын. Танитындар енді Райым ағай дейді. Курстағылар Райым ағай деп атайды. Сендерде Райым ағай деп сақтап қойсаңдар болады. Группадағы главный ағай, Сонымен мен математикалық сауаттылық, математика және физика пәндерінен берем. ОБТ-ға дайындаймын. Бізде барлық курстар 2 айдан тұрады. 2 айдың ішінде сен барлық тақырыпты үйреніп шығасың. Жарайды, енді оның барлығын алда айтатын боламыз. Енді математикалық сауаттылықтан қалай дайындалу керек, логикалық есептер менің миыма кірмейді, оның барлығын есеп шығару барысында сендерге ақыл кеңес ретінде айтып отыратын боламын. Ал бастайық онда, көп ұзамай-ақ қояйық. Жаңағы мен айтам дедім ғой, тікелей сабақ не үшін болған жоқ. Біріншіден, тікелей сабақ болу үшін сет өте жақсы болу керек. Менде қазіргі уақытта сет өте нашар болды. Сет жағынан проблема. Егер қазір тікелей эфир өтетін болсам, қатып жатыр ағай, қатып жатыр, даусың естілмейді, не болса, экран дұрыс көрінбейді деген сияқты мәселелер толып кетеді. Екіншіден, тікелей эфир өткеннен кейін ана жақта мусор сообщениелер өте көп болады. Біреулер бір-бірімен сөйлесіп жатады, сен кімсің, қай қаладансың, анау-мынау өте көбейіп кетеді. Және компьютерден көріп отырғандарға әрине ыңғайлы, ал телефоннан көріп отырсаң, оның барлық сообщениелердің бәрі экранның бетіне шығып тұрады. Сондықтан бәрібір көп оқушылар ол тікелейдің өзін көрмейді, сақталғаннан кейін барып, кейін кешке барып, түнде не болмаса бос уақытында көреді. Сондықтан да бәрібір сақталған видео, дайын сабақ болғандығы дұрыс шығар деп ойладым. Сондықтан бұл марафонда тікелей болмайды, ал курстың өзінде біз Zoom сияқты приложениемен өтеміз. Ал сонымен 2-ден 46-47 кеттік, уақыт кетіп жатыр. Бірінші есеп. Жалпы 3 тізбектес натурал сандардың қосындысы 60-ға тең дейді. Сол сандардың көбейтіндісін табыңыз. Жалпы бұл жерде натурал деген сөз, ол кәдімгі біздің өмірде пайдаланатын сандар. Мысалы 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 деген сияқты сандар. Тізбектес деген не? Тізбектес деген қатар деген сөз. Мысалы 7 деген саннан кейін кім? 7 деген саннан кейін 8 деген сан. 8-ден кейін кім? 9 деген сан. 9-дан кейін 10 деген сан тұрады. Яғни тізбектес деген қатар тұрған сандар. Сонда бір 3 қатар тұрған сан бар екен, олардың қосындысы 60-ға тең. Біз енді олардың қандай екенін білмейміз. Сол үшін ең бірінші біз әріп таңдай салайық. Мысалы n деген сан болсын, Одан кейінгі сан қандай болады? Одан кейінгі сан n плюс 1 болады. Дұрыс па? Себебі келесі сан оған 1 қосылады. Ал одан кейінгі сан n плюс 2 болсын. Біз осы 3 санды қойып қойайық. 3 тізбектес сан деп ойлайық. Олардың қосындысы 60-ға тең десе, значит n плюс 1 плюс n плюс 2. Барлығының қосындысы қаншаға тең? 60-ға тең. Осы арқылы мен санның өзін таба аламын. Сонда 3n тең болады. Мына екеуі қосылып 3 болады. Былай өтсе 60 азайту 3 57 болады. n тең қанша болады? 19 болады. Енді сендерге бір нәрсе айта кетейінші. Ағай, неге жай шығарып жатсыз деп енді мықты оқитындар айтуы мүмкін. Мынаның бәрі негізі өте оңай есептер. Бірақ мен тест талдаған кезде өте қатты мықты емес, не болмаса өте қатты төмен тереңге түспей, орташа, жалпы деңгейі нашарлар да, жоғарылар да бірдей түсінетіндей түсіндірем. Бірақ тақырыптың ішіне кіріп, қазбалап, формуласына дейін бір формула үйретсем, тағы бір формуланы шығарып, олай көрсетпеймін. Себебі бұл тақырыптық емес, тест талдау. Тестте көп тақырып келеді. Сондықтан орташа деңгеймен болады барлығы. Сонымен біздің n-іміз қаншаға тең екен? 19-ға тең. Сонда жаңағы біздің тізбектес 3 санымыздың біреуі 19, келесісі 20, келесісі 21 болады. Сенбесеңіздер қосып көріңіздер, қайтадан 60 шығады. Енді бізге не дейді? Сол сандардың көбейтіндісін табыңыз дейді. Көбейтейік сонда. 19 көбейтілген 20 көбейтілген 21. Енді бұл жерде маған калькулятор көмектеседі.
Калькулятор көмектеседі. Қазір калькулятор қайда кетті? 19 көбейту 20 көбейту 21. 7980 деген жауап шығады екен. 7980. Сонда тізбектес дегенді сендер біліп алыңдар. Келесі деп кете береді. Кейбір есептерде тізбектес натурал емес, жұп сандар дейді. Жұп сандар десе уже қазір айтамын оны. Мынау 7980 деген В жауап болады. Жұп сандар дейтін болса, онда тізбектес мысалы 6-дан кейін қандай сан болады? 7 емес, уже 8 болады. 8-ден кейін кім болады? 10 болады. Яғни мынау сияқты 7, 9 дегендерді алмайсың да уже. Тек қана жұптарды ғана аласың. Яғни мысалы 2 деген саннан кейін уже 3 жатпайды жұпқа, 4 аласың. Яғни бұл жерде жұп деген сөзді естісеңдер түсіндір ғой. Ал бірақ біздің есепте жұптың иісі жоқ. Енді қалаулының тілімен айтқан кезде жұптың иісі жоқ бұл жерде. Сондықтан тек қана натурал сандар дегеніміз кезек кете береді. Енді тағы айтатын нәрсе бар ма? Басқа айтатын нәрсе жоқ сияқты. Келесі екінші есепке көтейік. Жаңа логикалық амал. А мынандай белгі Б дейді, ол мынаны білдіреді дейді. Бұл дегеніміз А-ның орнында 10 тұр деген сөз, Б-ның орнында 6 тұр деген сөз. Орнына қоямыз тек қана. Яғни 10 мынау белгі 6. Одан кейін көп оқушылар бет шатасып қалады. Тура осы белгі ол формула ма деп. Ондай формула жоқ. Тура осы белгі басқаша болып келуі де мүмкін. Просто орнына қой деген сөз. А-ның орнына 10-ды қоямыз. Көбейтеміз Б-ға. Б дегеніміз ол 6. Төбірасында екеуінің қосындысы екен. 10 қосылған 6. Болды. Төбірасында 16. Мына жерде 60. 60. Төбірасында 16-тан қанша шығады? 4 шығады. 64-ке бөлсек 15 шығады. Болды. Так, 15 деген жауап бізде А жауап. Бұл енді оңай есептер бастапқыда. Келесі, түбірден енді шығарылады деп ойлаймын көп оқушылар. Егер түбірді білмейтін болсаң, онда саған көбейту кестесін білу керек, басқа да нәрселерді білу керек. Сол үшін оның қазір соңына қарай айтам. Қандай нәрселерді білу керектігін. Принтер бір бет қағазды 3 секунд басып шығарады. Осы принтерде 3 минутта қанша бет қағазды басып шығаруға болады дейді. Бізге айтады, 3 секундта бір қағаз шығарады дейді. Бір қағаз шығарады. Енді бізде қанша секунд бар екен біліп алуымыз керек. 3 минутта қанша секунд бар? Әрине оны білесіңдер. 180 секунд бар. 1 минутта 60 секундтан көбейтесің 3-ке. Тереңдетіп айтып жатқаным ғой енді. Оны білеміз ағай деп енді кейбіреулерің отыруы мүмкін. Енді қанша қағаз шығарамыз? Пропорция құрамыз бұл жерде. Яғни 3 секундта бір қағаз, ал 180 секундта X қағаз. X тең болады 1 мен 180-ді, яғни қарама-қарсы тұрғандарды көбейтеміз бір-біріне, бөлеміз 3-ке. Тең болады 60. Сонда бізде 60 қағаз өндіреді екенбіз, шығаруға болады екен 3 минуттың ішінде. Не болмаса бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл айтып көрейін. Былай ойлаңыздар. Менде 3 секундта бір қағаз шығарам. Ал 180 деген одан қанша есе көп? Өзің ойлашы, мысалы 3 секунд пен 180 секундтың арасы қанша? 60 есе. Сондықтан, мысалы бір қағазды сен 3 секундта шығарсаң, ал одан 60 есе көп уақытта қанша шығарасың? Әрине 60 қағаз шығарасың. Бұл енді логично ойлап көрсек. Яғни уақыт жағынан 60 есе үлкен уақытта сен 60 қағаз шығарасың. Яғни 60-қа көбейте сал деген сөз ғой бұл жерде. Мен енді екі жолмен көрсетемін. Біреуі кәдімгі теңдеу, пропорция, екіншісі ол логикалық түрде оңай жолы. Түсіндік қой. Енді қосымша ақпарат бола салсын. Пропорция деген ол екіге бөлінеді. Пропорция. Тура пропорция, кері пропорция болып бөлінеді. Тура дегеніміз біреуі артса, екіншісі де артады. Мысалы, курста оқушылардың саны артса, табыс арта ма? Артады. Енді өзіме қатыстысын айтып жатырмын. Енді сендерге мысалы, сенің білімің артса, сенің нәтижең де артады. Дұрыс па? Біреуі артты, біреуі артып жатыр. Ал енді кері дегеніміз қалай? Кері дегеніміз біреуі артса, біреуі кемейді. Мысалы, өмірде ондай нәрсе бар ма? Біреуі артса, біреуі кемейтін деген. Мысалы, салмақ артса, сенің жылдамдығың кемейді. Енді адамға алмай қойды. Мысалы, КамАЗ, жеңіл машиналар өте қатты жүреді, а КамАЗдар жай жүреді. Неге? Себебі оның массасы өте үлкен. Түсініп отырсыздар ма? Жай ғана ДШ сабағында да көрсеңдер, мысалы, денесі жеңілдер, салмағы аздар тез жүгіреді, ал салмағы семіздер енді футболда қиналып қалатын рас. Түсіндік қой? Сонда масса артып жатыр, бірақ жылдамдық кемейді. Және ойланып көріңіздер, тағы да қандай кері пропорциялар бар. Пікірге жаза кетсеңдер де болады. Айтпақшы, лайк басуды ұмытпаңыздар және достарыңа осы видеоның сілтемесін жіберіңіздер.
Неге? Себебі алда көптеген тегін сабақтар шыққанын қаласаңыздар, әрине бізде мынандай бір не бар, қызықты бір қалай айтсам болады, термин бар. Әрине енді кейбіреулер үшін біртүрлі болуы мүмкін, бірақ ол күлкі бойынша жай ғана әзіл. Жұмот деген, білесіздер ғой, жұмот деген ол қызғаншақ, сондай бір өзінше жұмот ештеңе шығармайды, шығып бермес шығайбай. Бірақ біз ол жұмотты әдемілеп терминін айналдырып қойдық. Қалай? Ж дегеніміз жіберу, М дегеніміз мүмкіндігін деген, О дегеніміз ойламайтын, енді Т-ді айтпай ақ қояйын, түлек дей салайын, түлек. Бізде басқаша болатын негізі Т дегеніміз жіберу мүмкіндігін ойламайтын түлек дей салайын. Түлек деген ол сен. Негізі басқаша еді, бұның Т-ның мағынасы басқаша еді, бірақ біз оны терминді қолданбаймыз қазірге. Ол енді андай қатты мыжылып, езіліп, трәпкі болып жатқан оқушылар бар ғой, біз соны трәпкі деп атаймыз. Яғни дым қақпайды емес, ол оқушылар қақпайды, қағады деп бөлуге болмайды. Оны еріншек, езілетін мақсаты жоқ деп бөлуге болады. Сондықтан мен оны трәпкі демей қойын, сендердің араларында ондай жоқ. Езіліп жүрген оқушылар жоқ, барлығы арманы бар, сондықтан да мен түлек деп айта салайын. Жіберу мүмкіндігін ойламайтын түлек, жұмот. Түсіндік қой? Яғни бірақ енді сендердің араларында жұмот жоқ, жіберу мүмкіндігін ойлайсыңдар, және біреуге осы сабақты жіберсең, оған да пайдалы болады, ал біреуге пайда келтірсең, ол саған кейін келеді деген сияқты сондай функциялар бар өмірде, өмір функциялары. Түсіндік қой? Сонымен мына жауапта Е жауабы шықты. Бір нәрсе айтамын деп көп нәрсе айтып кеттім. Төмендегі графикте жүргізушінің жалпы графигі берілген екен. Бұл жерде жылдамдық графигі. Енді ол жерде бізге өзгеріс ауқымын тап деп жатыр. Өзгеріс ауқымы. Жалпы жазып ала салыңыздар, ережені. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең жоғарыдан ең төменгіні азайту. Түсіндік қой? Айырым деп аталады, азайту. Яғни бізде ең жоғарғысы қайсысы мына жерде нүктесі? Ең жоғарғысы бізде мына нүкте. Оның сәйкесінше 120 дейді. Ал ең аз қайсысы? Ең азы 40. Болды, азайтамыз бір-біріне. Өзгеріс ауқымы сонда 120 азайтылғаны 40 не болады екен? 80 болады жауап. Өзгеріс ауқымы десе, значит ол айырым. Ең жоғарыдан ең төменгі мәнді азайтасың. Бұл жерде енді просто жылдамдықпен берілген, кейбір есептерде температура болып келеді, биіктік болып келеді, әртүрлі болып келе береді. Түсіндік қой? Жазып алыңыздар қайтадан. Өзгеріс ауқымы сызықша үлкен мәннен ең кіші мәнді азайту. Келесі, 5-ші степ. Қорапта 12 көк, 10 жасыл, 8 қызыл, 2 сары шарлар жатыр дейді. 12 көк, 10 жасыл, 8 қызыл дейді. 2 сары дейді. 2 сары. Енді бір барлығын есептей салайық. Барлығы қанша? 10-ға мынаны қосамыз 22, 30, 32. 32 шар бар екен. Қораптан қарамай бір шар алынды. Сол шардың қызыл емес болуының ықтималдылығы. Мына жерде емес деген сөзге мән беруіміз керек. Ең бірінші сендерге ықтималдылықтың не екенін түсіндірейін. Кейбіреулер енді ықтималдылық, ағай ықтималдылықты өтейікші, марафон қылып тегін шығарыңызшы деп енді көбісі сұрайды менен. Енді бірақ ол қиын тақырыптардың бірі болғандықтан мен оны әлі жоспарлап жүрген жоқпын, бірақ жақын арада көреміз. Ықтималдылық дегеніміз P тең M бөлу N деген бір ғана формуладан тұратын нәрсе. Мынау астындағы не? N дегеніміз ол барлығы. Жалпылама айтқанда, математиканың тілімен емес, кәдімгі өзіміздің тілімен айтқанда барлығы. Яғни барлық жағдай. Қорапта қанша шар бар? 32. Значит, бізде N тең 32 болады қазір бізде. N тең 32. Ал M дегеніміз не? M дегеніміз ол керек жағдай. Керек жағдай. Мына есепті қазір екі тәсілмен шығарамыз. Түсіндік қой, екі тәсілмен. Екеуін де көрсетемін сендерге. Сол арқылы көбірек көре білесіңдер. M керек жағдай. Түсіндік қой, керек. Яғни саған керек жағдай. Мысалы қараңыздар. Басқа бір есеп алып көрейін. 10 телефон болсын. 10 телефон болсын ломбардта. Оның 8-і істейді. Ана екеуі бұзылып қалыпты енді. 8 телефон істейді. Енді саған айтады, осы 10 телефонның ішінен көзің жұмып тұрасында біреуін таңдайсың. Таңдағаннан кейін сол таңдалған телефонның істеу ықтималдылығы қандай? Енді бізде 8-і істейді екен. Значит, бізге керегі істеу. Себебі істеу ықтималдылығын сұрап тұр. Сонда барлығы 10 болады, ал саған керегі 8 істейтін телефон ғой. Сондықтан
8-ді үстіне қойып қоясың. Сонда бізде 0,8 деген болады. Ықтималдылық дегеніміз астында барлық жағдай, үстінде тек қана керек жағдай ғана. Керек қана жағдай. Енді біз мынаған ойланып көрейік. Мынау есепке ойланып көрейік. Бізде әрине n тең 32 болады, ал m ше? M қанша болады деп ойлайсыздар? Бізде қызыл емес болу керек. Қызыл шар керек емес сонда бізге. Қызылдың өзі керек емес. Мынаны сызып салайын. Қызыл бізге керек емес. Значит, басқасы керек. 12 көк, не болмаса 10 жасыл, 2 сары. Сонда барлық керек шарлардың саны қанша бізде? 24 екен. Сонда 32 шар бар. 32-нің 24-і ғана керек бізге. Неге? Себебі қызыл емес болу керек деп тұр ғой бізге. 24. Ал егер емес деген сөз болмай қалса, біз мынаның бәрін алмай тек қана 8-ді ғана алатын едік. Яғни m тең 8 болатын еді. Бірақ бізге m тең 8 емес, қызыл емес болу керек. Аласын көк болу керек, аласын жасыл болу керек, аласын сары болу керек, қызыл болмау керек. Сонда есепке көрейік. P тең 24 бөлінген 32 қысқартқан кезде 4-тен 3 болады. Не болмаса ол 0,75. Ондай жауап бар, бізде Е жауабы. Түсініп отырсыңыздар? Е жауабы. Бірақ мынандай да жол бар. Мынандай да жол бар. Сендерге үйрете кетейін. Басқа экран ашайын. Басқа экран ашайын. Көрініп тұр ма жалпы? Көрініп тұр екен. Окей. Мынандай. П деген ол болу жағдайы. Болу ықтималдылығы. Ықтималдығы. Және осыған қарама-қарсы да бар. Болмау ықтималдылығы. Болмау ықтималдылығы деген нәрсе бар. Ол Q. Q болып белгіленеді. Сонда қараңыздаршы, мысалы, жаңа 8 телефонды айттық қой, 8 телефон ол істейді. Істейтін телефон. Ал 2 телефон ол істемейді. X деп қойылайық. Яғни бұзылып қалды деген сөз. Сонда қараңыздар, 10 телефонның ішінен істеу ықтималдылығы қанша десе, не істейсіңдер? P тең 8 бөлінген 10 дейді. Ол 0,8. Ал істемеу ықтималдылығын тап десеші, онда сен былай істеу керексің. Или P тең 2 бөлінген 10 деп алсаң болады. Өзіңе керекті істемейтін телефондарды не болмаса былай алуға болады. Болмау ықтималдылығы дегеніміз, болу ықтималдылығы екеуінің қосындысы бірге тең. Жаттап алыңыздар, бұл ереже. Яғни P қосылған Q ол тең болады бірге. Сонда біз былай тауып алуымызға болады. Мысалы, телефонның істеу ықтималдылығы 0,8 екен. Ал істемеу ықтималдылығын тап десе, сен бүйтуіңе болады. Q тең 1-ден азайтамын 0,8-ді. Яғни істеу ықтималдылығы бар, енді істемеу ықтималдылығын тап десе, 1-ден азайта саласың. Себебі істеу ықтималдылығы мен істемеу ықтималдылығының қосындысы бірге тең. Яғни қандай да бір жағдайдың болу ықтималдылығы мен болмау ықтималдылығы. Мысалы, сен тестке барасың, примерно 100%-тің 70%-ін мен білем дейсің, ал білмейтінің қанша? 30%. Яғни оны санмен алсақ, 0,7 коэффициент сен білесің, 0,3 коэффициент білмейсің. Бәрін қосқан кезде бір бүтін болу керек. Түсініп отырсыздар ма? Мысалы, ұбт-дан мынандай есеп келеді. Жаңбырдың жауу ықтималдылығы 0,6 дейді. Ал енді жаумау ықтималдығы қандай болады? Оны табу үшін Q тең 1 азайту 0,6 дейсің. Түсінікті ғой? Ол 0,4 болады. Сол сияқты бұны мен неге айтып жатырмын? Себебі жаңағы есепте қолдануға болады. Яғни қараңыздар, қызыл емес болу ықтималдылығы деп тұр ғой бізге. Онда біз былай алайық. Біз P тең 8 бөлінген 32 деп қызыл болу ықтималдығын тауып алайық. Қызыл болу ықтималдылығы. Ол 0,25 болады. Ал бізге емес болу ықтималдығын тап деп жатыр. Сол үшін 1-ден азайтамыз 0,25-ті. Бірінші қызыл шығу ықтималдығын тауып аласың. Одан кейін барып 1-ден азайтасың. Сонда 0,75-тің өзі шығады. Түсіндік қой? Қызыл болу ықтималдығын табасың бірінші. Одан кейін барып қызыл емес ықтималдығын қалай табасың? 1-ден азайту арқылы. Сонда бұл жақта екі ереже өттіңдер. Біреуі P-ның формуласы, N дегеніміз ол барлық жағдай, M дегеніміз керек жағдай. Түсінік деп ойлаймын. Алда тағы да есептер болса көреміз. Кеттік. Ережелер көп айтып қойдым деймін. Ал енді көрейік. 10 факториал бөлінген 9 факториал плюс 5 тең А дейді. Сонда қараңыздар, бірінші мынаны есептеп алайықшы. А ол қаншаға тең екенін білу үшін. 10 факториал бөлінген 9 факториал. Факториал деген мынау. Факториал. Яғни n факториал дегеніміз мысалы, ол 1-ден бастап сол n-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мысалы 3 факториал болса, значит ол 1 көбейту 2 көбейту 3. Яғни 3-пен тоқтайсың болды. 5 факториал болса,
1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5. Түсіндік қой. Енді бұл жерде плюс 5 деп қояйын. Мына 10 факториалды біз былай ала аламыз. 9 факториал көбейтілген 10 деп ала аламыз. Сендерге осылай үйретейін. 9 факториал көбейту 10 деп ала аламыз. Неге? Себебі қараңыздар. 9 факториалдың өзін ашып қарайын. 9 факториал дегеніміз ашып қарасақ, 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8 көбейту 9. Міне. 9 факториал деген 1-ден 9-ға дейін сандардың көбейтіндісі. Ал 10 факториал деген ше? 10 факториал деген тура осы сияқты, бірақ 10-ға дейін барамыз. Тура осы сияқты, бірақ 10-ға дейін барамыз. 6, 7, 8, 9, 10. Бірақ мен неге былай жасамасқа? Неге былай жасамасқа? 1-ден 9-ға дейінгі көбейтіндінің барлығын осылай жазғанша, оның барлығын 9 факториал дей салайық. Болады ғой? 9 факториал деп жазамыз, ал көбейтеміз мынау шетіндегі 10-ды. Ағай, неге олай жасап жатсыз десең, мынау астындағымен қысқарту үшін. Яғни 9 факториал мен 9 факториал қысқарады. Ал ол қалай шықты десеңдер, міне. Яғни 10 факториал дегенді мысалы 9 факториал көбейту 10 деп жазуға болады. Не болмаса 10 факториал дегенді 8 факториал көбейту 9 көбейту 10 деп жазамыз. Неге? Себебі 8 факториал деп алдың ба, значит 1-ден 8-ге дейін ғана алдың деген сөз. Ал ар жағында қанша бар әлі? 9 бен 10 бар. Ал егер 7 факториал десең, онда 8 көбейту 9 көбейту 10 деп жазасың. Ал мен мына жерде 9 факториал деп алдым, астымен ұқсасын деп, бөлімімен ұқсасын деп, сондықтан да 9 факториал көбейту 10 деп алдым. Егер оған логика жетпей жатса, ми жетпей жатса, былай жазсаңдар болады. Мынаны үлкен қылып, ұзақ қылып ашып жазсаңдар болады. Яғни 1-ден 10-ға дейін көбейтіп жазып, мынаны да 1-ден 9-ға дейін көбейтіп жазып, сосын бәрін қысқартсаңдар, бәрібір 10 қалады. И плюс 5. Сонда мына екеуі қысқарып кетті, бізде 10 қалды. 10-ға 5-ті қосамыз, 15 деген шығады екен. Түсіндірді ме? Сонда 15, мына А-ның орнына 15 қоямыз. А плюс 5 дегеніміз, ол 15 қосылған 5 екен. Тең 20 болады. Түсіндік қой, 20 болады. А жауабы дұрыс екен. А жауабы дұрыс болады. Так, бұл жерде енді түсінікті деп ойлаймын. Себебі енді көп оқушылардың барлығы жайдан жай жүрген жоқ. Не істеп жүр? Барлығы марафондардан марафондарға қатысып жүр. Сондықтан басқа да марафондарда факториал туралы айтқан шығар. Сондықтан да мен ойлаймын, факториал оңай нәрсе. Осын жақсылап қарап алыңыздар. Келесі, 7-ші. Табақшалы таразының табақшасына толық 2 банка бал, екінші табақшасына жарты банка бал мен 3 килограмм кіртасы салынған екен. Таразы басы теңестірілді дейді. Толық 1 банка бал неше килограмм? Бұны енді қараңыздар. Бұны сурет салу арқылы шығаруға болады. Теңдеу құру арқылы шығаруға болады. Не болмаса болды, осы екеуі болады екен. Осы екеуі болады екен. Түсіндік қой, есеп шығарудың негізі 3 түрі бар. Или сурет саласың, или теңдеу құрасың, или алгебралық жолмен шығарасың. 4-ші жол бар, геометриялық. Мен енді бірінші сурет салып көрсетейін. Бірінші тәсіл болсын. Мысалы, мынау бір табақша болсын. Мынау екінші табақша болсын. Екеуі тең болып тұр. Мына жерде 2 банка. Банканы 4 бұрыш қылып сала берейін. Мынау 1 банка, мынау 2 банка. Толып тұр іші. Бал. Ал мына жерде жарты банка дейді. Мынаның жартысы ғана. И плюс 3 килограмм кіртас екен. 3 килограмм деп жаза салайын. Сонда қараңыздаршы. Енді маған мынау банкының қанша килограмм екенін білуіміз керек. Ол үшін біз былай қарайық. Мына жерден мен жарты банканы алып тастайын. Екеуінен де жарты банканы алып тастайын. Яғни мынаны сызып тастайын. Мына жерден жарты банканы алып тастасам, мына жақтан да жарты банканы алып тастайын. Сонда мына жерде қанша банка қалды? 1,5 банка қалды. Ол 3 килограмм екен. Көрдік па? Неге 3 килограмм? Себебі мына жақта оң жақта біз уже банканы алып қойғаннан кейін 3 килограмм қалды. Енді мына жақтан банканы алғаннан кейін әрине мына жерден де жарты банка алу керек. Сонда 1,5 банка ол 3 килограмм екен. Ал 1 банканы қалай табамыз? 1 банка қанша екен? Ол x. Пропорция арқылы табуға болады. Яғни x тең 1 мен 3 көбейтіледі, бөлеміз 1,5-ға. Тең 2 болады. 2 килограмм екен. Сонда 1 банкымыз ол 2 килограмм екен. Түсіндік па? Сонда суреттен қараған кезде мына жақтан жарты банка алсақ, мына жерден де жарты банканы алып тастадық. Неге? Себебі
тек қана мына жерде оң жақта 3 килограмм ғана қалу керек болды. 3 килограмм ол неге тең екен? 1,5-ға тең екен. Сонда 1,5 банка ол тең болады 3 килограммға, ал 1 банка қаншаға тең болады? Пропорция құрамыз жаңағыдай. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл мындай болады. Банкыны біз X деп алайық. X ол банкының салмағы болсын. Банка салмағы. Не болса массасы деп қояйық. Массасы. Енді, мына жерде қанша банкы көріп тұрсыздар? 2 банкы көріп тұрсыздар, Сонда X қосылған X ол тең болады екен. Мына жерде жарты X қой, Жарты банкы деген жарты X, яғни 0,5X плюс қаншаға? 3 килограммға. 3-ке. Міне теңдеуді осылай құрсақ болады. Яғни мына бетте 2X, 2 банкы, ал мына бетте жарты X қосылған 3. Теңдеуді қалай құрып жатқанын түсіндіңдер ғой? Теңдеуді құрамай жатсаң, логикаң жетпей жатса, сурет сал. Болмаса елестет көзге. Так, мына жерде 2 банка, мына жерде жарты банка деген сияқты. Түсіндік қой? Базарға барғанда қалай есептейсіңдер? Тура сол ғой негізі. Математикалық сауаттылықтың есептерінің бәрі базар. Сонда 2X, мынау 0,5 былай өтсе жарты X болады. Тең 3-ке, мынау 1,5X тең 3X тең жарты болады. Ойбай. 3-ті 1,5-ға бөлсек 2 болады. 3-ті 1,5-ға бөлсек 2 болады екен. Сонда А жауабы дұрыс екен. Келесі. Комбинаторика. Айнұр 4, 5, 6, 7, 8 цифрларының қайталамай 5 таңбалы сандар құрастырды дейді. Осы сандардың арасында соңы 57-мен аяқталмайтын керек екен. Аяқталмайтын қанша сан бар? 5 таңбалы сандар құрастыру керек. Мысалы, мынандай ғой, бұл жерде. Мысалы, мынандай сандар бар. 4, 5, 6, 7, 8. Яғни 45.678. Не болмаса 54.678. Не болмаса 67.548. Деп араластырып, әйтеуір сандар құра беру керек. Соның енді мынандай болып қалатын кездері бар. Мысалы 678-де, ойбай. Мысалы 5 пен 7 артында тұрады. 5 пен 7 артында тұратын. Мысалы 4, 6, 8. Не болмаса 8, 6, 4, 57. Не болмаса 6, 4, 8, 57. Түсіндік қой, Сонда барлық осы сандардың бәрін араластырамыз да, бірақ соңы 57 болатындарды алып тастаймыз. Соңы 57 болатындарды алып тастаймыз. Қайталап айтам. Бұл есепті шығару үшін барлық саннан қанша, мынау 5 цифрдан қанша сан жазып шығуға болады? Соны есептейміз бірінші, яғни барлық сан. Азайтамыз. Соңы 57 болмайтын сандар. Соңы 57 болатын сандар. Яғни бізге кубик берді. 4, 5, 6, 7, 8 деген сандар жазылған кубиктер берді. Енді маған айтады, 5 таңбалы санын құрастыр дейді. Мен мысалы 45.678 деп құрам, 54.678 деп құрам, не болмаса 67.548 деп құрам, араластырып құра берем. Бірнеше, не болса жүздеген сан құрылуы мүмкін. Соның ішінде 57-мен бітетіндерін сызып тастаймыз. Яғни азайтып тастаймыз. Сонда қанша сан болады? Ол үшін бірінші сендерге формула көрсетейін. P тең N факториал деген формула. Яғни бізде 5 сан бар, 4, 5, 6, 7, 8 деген 5 цифр бар. Сонда P тең 5 факториал ол тең болады 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5, не болмаса 24. Сонда барлығы 24. 24 па? Көбейтсек шынымен де 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5. 120 екен ол, кешірім сұраймын, 120 екен. Барлығы сонда 120 сан жазылады екен. Егер біз қазір бүйтіп отырсақ, тізіп отыра беретін болсақ, 120 сан бар екен. Ал оны қалай таптым? Просто факториалға салдым. Сол үшін мына жерде қанша цифр бар? 4, 5, 6, 7, 8 деген 5 цифр бар. 5 цифрдан қанша қанша сан құрастырасың десе, просто факториал ала саласың. Түсіндік қой? Сонда барлығы 120 сан бар екен. Бірақ оның ішінде қаншауында соңғы жағында 57 бар. Соны білуіміз керек. Ол үшін былай жазайық енді. Ол үшін мен соңына 57 деп жазып қоя салайын. Сонда алдында қанша ұяшық бар? Алдында 3 ұяшыққа 4, 6, 8 деген сандарды орналастырамыз. Яғни 57, 5 пен 7 сандары уже отырып қойды. Орындарына отырып қойды. Енді ана 3 орындыққа 4, 6, 8 дегенді араластырып қою керек. Сонда бұны былай жазамыз. Бұл P тең
бұл жерде 3 факториал болады енді. Себебі 3 ақ сан. Мысалы 468 деген болады, не болмаса 864 деген болады, не болмаса қандай бар тағы да. Мысалы 684 деген болады, араластырып қоя береміз. Бірақ 3 ақ сан араласып жатыр. Ал жаңағы 2 сан ол отырып қойды, ол тиіспейсің оған. Түсіндік қой? Сондықтан 3 факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 ол 6-ға тең. Сонда барлығы 120 сан, бірақ оның 6-ауында 57 болып бітеді екен. Енді не істейміз біз? 57 мен аяқталмайтын керек бізге. Сонда мен не істеймін? 120-дан азайтамын 6-на. Тең 114 болады. Қайталап айтамын. Жақсылап тыңдап алыңдар. Осы тақырыпты көп түсінбейді көбісі. Бірінші, барлығы қанша цифр жазыламыз? Қанша түрлі цифр жазыламыз? Оны есептеу үшін 5-ті факториал аламыз. 5 факториал болады. 120. Ал енді 57-ні орнықтырып қойғаннан кейін, ар жағында 3 ақ сан бар. 3 ақ санды орналастыру үшін біз қанша комбинация құрады екенбіз? 6 комбинация құрады екенбіз. Сонда 120-дан 6-ны алсақ 114. Комбинация дегеніміз ол орналастыру реті. Келесі, мына формуланы жазып алыңыздар. Бұл алмастыру формуласы. Алмастыру. Өзі комбинаторикада бір 4-5 формула бар, соны жаттап алып, бірақ жаттап алғанмен оны қай жерге қолданамыз, соны білуіміз керек. Оны енді курста тақырып бойынша өтесіздер. Алмастыру. Келесі. Кестеде топтағы адамдардың жастары көрсетілген дейді. Ыңғайланып отырайын. Егер бір жұлдызша белгісі адам санын көрсетсе, яғни мысалы адам саны дегеніміз сонда 18 жастағы қыздар екеу екен. Себебі бір жұлдызша ол бір адам. Онда барлық ұлдардың жастарының қосындысы қанша дейді. Жастарының арифметикалық ортасын тап дейді. Бізде бірінші ұлдар қай жерде мына ұлдар 18 жастағы ұлдар үшеу екен. Ал 20 жастағы ұлдар олар да үшеу екен. Арифметикалық орта дегеніміз барлығының жастарын қосамыз да санына бөлеміз. Сонда мен былай жазам. 18 қосылған 18 қосылған 18. 3 рет жазам. Неге? Себебі 3 ұл бар. Үшеуінің де жастары 18 дейді. Ал қосамын тағы да 20. Плюс 20 қосу 20. Неге? Себебі мынау 3 жұлдыздың, олар 3 бала, үшеуі де жастары 20-да. Бөлемін қаншаға? 6-ға. Себебі менде барлығы 6 жұлдыз. Қосып көбейтіп екенді. 18 қосылған 18 қосылған 18. Қосылған 60 салайын сразу. Бөлеміз 6-ға. 19 екен. Ортасы 19 болады екен. Жауап бізде Д жауабы болады. Түсіндік қой. Бұл жерде енді просто жұлдыз санына қараймыз. Арифметикалық ортаның не екенін білсек болды. Арифметикалық орта дегеніміз барлығының жастарын қосамыз да сол адам санына бөлеміз. Бізде барлығы қандай? Мына 18-де мына бала 18-де, мына бала 18-де, ал мыналар 20-ларда. Барлығының жастарын қостық, бөлдік солардың санына. Келесі, жаңа піскен алманы кептіргенде салмағының 85% жоғалтады. Мынау енді концентрация есебі көбісі түсінбейді, сондықтан жақсылап қарап алыңыздар. 9 килограмм кептірілген алма алу үшін жаңа піскен алмадан қанша қажет дейді. Мысалы біз енді бұны теңдеумен шығарып сендердің миларыңды ашпай қойын, сол үшін не істейміз? Сурет салайық. Мысалы ауылдан енді апамыз алма әкелді дегенді. Үлкен бір алма алып келді. Андай бір алма. Енді ол алма таза емес болады ғой, оның ішінде енді су болады. Алманың құрамында су бар. Мынаның бәрі енді алма болсын, 100% болсын осының бәрі. 100% болды. Бірақ ол кебеді енді. Күнге қойып қойдық, ішіндегі сулардың бәрі кетіп қалады. Сонда қараңдаршы, оның 85% жоқ болып кетеді екен уже. 85% жоқ болып кетті деген сөз, значит 85% ол не болған ішінде? Су болған. Су буланып кетіп қалды. Не болмаса кеуіп кетіп қалды. Сонда қанша пайыз қалды ар жағында? 15-ақ пайыз қалды. Жақсылап ойланып көрейік. 85% кетіп қалса, қанша пайыз қалды? 15-ақ пайыз қалды. Түсіндік қой, мағынасын. Енді барып есеп шығарайық. Тағы да бір 4-5 салам. Бізге апамыз білмеймін қанша килограмм әкелгенін, білмеймін, белгісіз. Сол үшін оны X килограмм дейді. X килограмм алма алып келді. Бірақ оның жаңағыдай бірталайы кеуіп кетті. Яғни килограмм жоғалтты. Қанша қалды соңында? 9 килограмм кептірілген алма қалды. Түсіндік па? Сонда 9 килограмм дегеніміз ол соңында қалған 15% екен. 85% ол кетіп қалды, болды, уже жоқ. Оны таппайсың, ол ауаға кетіп қалды. Қанша пайыз қалды сонда? 15-ақ пайыз қалды. 15% деген ол 9 килограмм болады. Себебі соңында қалған сенің нәтижең, сенің жейтінің ол 9 килограмм. Сонда мен былай жазам.
9 килограмм ол бізде 15% болса, ал 100%, яғни сенің апаңның ауылдан әкелген алмасы, ол қанша килограмм болып басында? Сонда есептесек, x тең 100 көбейтілген 9 бөлінген 15 болады. Есептейік, 900-ды 15-ке бөлсек, 60 болады екен. 60 болады екен, 60 килограмм. Сонда сенің апаң 60 килограмм көтеріп әкелген, бірақ оның 85% фуп кетіп қалды, соңында 15-ақ пайызы қалды. Ал 15% ол 9 килограмм. Соңында қалғаны ол кептірілген алма. Ал кетіп қалғаны ол су. Түсіндік қой, жаттап алайық. Мынау кептірілген алма болған бағана. Кептірілген. Қайталап айтамын. 85% кетіп қалды десе, 15% қалады, ал 15% ол қалғаны, значит 9 килограмм. Сонда 15% ол 9 килограмм болса, 100% қанша деген пропорцияны қолданамыз. Қысқасы пропорция барлық есепте келетінін сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. Сонымен жалғастырайық. 11-ші есеп. Кестеде берілген тәуелділік бойынша дұрыс жауапты тап дейді. Бұл жерде енді жауаппен шығарамыз. Жауаппен шығарған өте ыңғайлы. Бұл жерде былай, x-тің орнына мынау өзінің мәнін қоямыз, астындағы y шығу керек. Мысалы, а жауабын тексеріп көрейік. Y тең 3x дейді. 3-тің орнына мен x-тің орнына не қоям? 0-ді қоям. Азайтамыз 1-ді. Тең -1 болады. Бұл дұрыс екен. Келесі 1-ді қойып көрейік енді. 3 көбейту 1, азайту 1. Мынау 3-тен азайтақ 1-ді, тең 2 шығады. 1 қойсақ 2 шығып жатыр. Келесі y тең, енді 2-ні қойсақ 5 шығу керек. 3 көбейту 5, 3 көбейту 2. Міне, x-тің орнына 2-ні қойып жатырмын. Енді 5 шығу керек маған. Азайту 1. Тең болады 5 шықты. Бәрі дұрыс болып отыр мына жерде. 3-ті қойсақ 8 шығу керек. 3 көбейту 3 азайту 1 тең 9 азайту 1 тең 8. Значит, жауап А жауабы. Мен сразу жауабын уже тауып қойыптым. Бұл жерде мағынасы мынандай ғой. Сен x-тің орнына мына жоғарыдағы санды қойсаң, шыққан мән ол астындағы мән болу керек. Яғни x-ке, мысалы, қараш, v жауабын алайықшы. V жауабында, мысалы, y тең, мысалы, любой бір 2-ні алып көрейік. 3 көбейтілген 2 плюс 1 десек, бізде 7 шығып кетеді. Ал бізде 2 қойсақ қанша шығу керек? 5 шығу керек. Сонда үстіндегі санды x-тің орнына қойсақ, y бізде шығу керек. Көрдік па? Y бізде қанша шықты? -1 шықты. X-тің орнына 0 қойып едік, y-іміз -1 шықты. Міне 0-де -1 деген сол. 3-те 8 деген, яғни 3 дегенді x-тің орнына қойсақ, y бізде 8 шығу керек. Бұл оңай болды деп ойлаймын, А жауабы. Келесі. Ал енді жақсылап ойланайық енді. Бұл жерде кубикке де ұқсамайды сәл. Суретте дененің көлемі берілген екен. Көлемі көрсетілген сурет арқылы. Бұны енді былай ыңғайландырып алайық. Көп оқушылар енді кубтың, яғни кубиктің немесе өздерінің отырған бөлме бар ғой, бөлме. Соны мен атын айтайын сендерге. Аты не деп аталады? Ол төртбұрыш деп аталмайды ғой. Кубик деп те аталмайды. Мынау енді қорап сияқты, кәдімгі қорап сияқты. Төрт қабырға деп атайды енді өмірде, әдебиетте. Төрт қабырға қамалып деп атайды. Мынау енді бұл параллелепипед. Тілім келмейді. Параллелепипед. Бұның көлемін табу үшін баяғыдан 4-ші сыныптан білесіңдер, V тең ABS. Яғни биіктігі, ұзындығы, ені үшеуін көбейтетін болсаң, көлем табылады. Бірақ мына жерде енді бір жері кесіліп алынған екен. Сонымен бұны біз 2 параллелепипедке бөліп тастайық. Мысалы, мына жақтан балтамен келдік те, мынаны кесіп тастадық. Былай қарай төмен түсіріп тастадық. Түсіндік қой? Яғни мынаның барлығы бір төртбұрыш, бір кубик, мынаның барлығы бір кубик. Түсіндік қой? 2-ге бөліп тастадық. Сол кезде бізге ыңғайлы болады. Мен мынаны да бөліп қоя салайын. Түсіндік қой? Сонда мынау кішкентай төртбұрыш, мынау үлкен төртбұрыш. Төртбұрыш емес, параллелепипед. Түсіндік қой? Соның барлығын табамыз қазір. Мынау параллелепипедті мен сызып көрсетейін. Мынау параллелепипед былай болады. Мынау болды, сыздық. Бұның биіктігі қанша екен? Биіктігі 30 екен. Мына жерден көрсетіп тұр. Мына жерден бастап, мына жерге дейінгі барлығы 30. Ал енді
ені қанша бұның? Ені қазіргі белгісіз. Мына точкаға дейін қанша екенін білмейміз. Бірақ оны білу үшін қараңыздар. Мынаның барлығы 18. Тоқта. Кешірім сұраймын. Мына жерде уже берілген екен ғой. Міне тұр ғой, 4 сантиметр, ол мынаған тең, ал мынау мынаған тең. Значит, мынау 4 сантиметр екен. Ал мына жақ қанша? Ол мынау 5-ке тең. Түсіндік қой. Сонда қараңыздар, биіктігін таптым, ол өзі дайын тұр. Мына жағы қанша? Оны қалай таптым? Ол мынаған тең. Себебі мынау мынаған тең, ал мынау мынаған тең. Келесі, ал мынаны қалай таптым? Ол мынаған тең. Себебі бір-біріне қарама-қарсы тұр. Сонымен бұның көлемін тапсақ, 30 көбейтілген 4 В1 деп қояйын, бірінші параллелепипед. 30 көбейту 4 көбейту 5. Сонда бізде 600 шығайын деп тұр ғой, примерно, иә. 30 көбейтілген 4 көбейтілген 5. 600 шықты. Сонда бұныңкі 600 екен. Келесі енді кішкентай кубиктікі. Оны салсақ мынандай болады, енді жалпақтауы болады сәл. Кішкентай кубик өзі. Осылай өтірік сала саламыз енді. Бұның биіктігі қанша? Биіктігін табу үшін қараңыздар. Бізде жалпы биіктік 30 еді. Ал мына жоғарыдан мына кубикке дейінгі арақашықтық 24 екен. Сонда мынаны таба аламын ба мен? Таба аламын. 30-дан 24 алсам 6 шығады. Сонда мына биіктігі 6 екен бізде. Оны қалай таптым? Міне мынаның барлығы, мына қабаттың барлығы 30 екен. Ал мынаның барлығы қанша екен? 24 екен. Мынаны азайтсам, менде мынау аралық шығады. Түсініп тұрсың ба? Ал енді мына аралықты қалай табамын? Мен енді қызылмен бояй бердім ғой барлығын, сендерге сәл көрнекі болу үшін, әдемі болу үшін көкпен бояп көрсетейін. Мынау аралық. Бұны табу үшін мына полныйдан, яғни 18-ден азайтамыз. Жаңа айттық қой мынаны 4 деп. 4 азайтамыз. Сонда мынау аралық шығады. Сонда 18-ден 4 алсақ, бізде 14 шығады. Мынау аралық сонда 14 екен. Ал мынау ол өзі дайын тұр 5-ке тең. Қайталап айтамын, мынау алтын табу үшін 30-дан 24 алдық, ал 14 табу үшін, мынау аралық табу үшін 18-ден жалпысынан 4 азайтып тастадық. Себебі 4 ол мынаған кіріп кетті уже. Енді барып V2-ні табайық. Ол дегеніміз 6 көбейтілген 14 көбейтілген 5, не болмаса 420 болуы мүмкін. 420. Калькулятор керек емес екен ғой маған. 420. Енді барлық көлем екеуі бірігіп тұрғаннан кейін екеуін қосамыз. Сонда жалпы V жалпы деп қоя салайық. Ол екеуін қоссақ не болады? 600-ге қосамыз 420-ны. 420-ны тең болады 1020. Жауабы дұрыс болады екен. Келесі. 13. Лаура мектеп кітапханасында кітап түптеуге көмектесті дейді. Ол бірінші күні түптеуге тиісті кітаптардың жартысын және 3 кітапты түптеді. Лаура екінші күні одан қалған кітаптардың жартысын және 5 кітап түптегенде түптелмеген 7 кітап қалды дейді. Бұны қанша кітап түптеу керек еді? Бұны енді қараңыздар, бұны 2 жолмен 3 жолмен шығаруға болады. Кері жүру арқылы, екінші жолы теңдеу құру арқылы, үшінші жолы жауаппен шығару. Көп оқушылар енді жауаппен шығаруды біледі. Просто алады да шығара салады жауаппен. Бірақ мен теңдеу арқылы шығарып көрсетейін. Теңдеу деген ол өте қажет. Барлық есеп теңдеумен шығарылмайды. Сондықтан көрсетейін. Мысалы, бізде X деген ол барлық кітап болсын. Барлық кітап болсын X деген, түсініктірек жазайын. X ол барлық кітап. Енді бірінші күні ол барлық түптеуге тиіс кітаптың, яғни X-тің жартысын ғана түптейді. Және плюс 3 кітап. Сонда мен былай жазып қояйын. 0,5X қосылған 3 деп қояйын. Яғни барлық кітаптың жартысы қосылған 3 кітап түптеді. Түсінді қояйын, мынау бірінші күндегісі. Келесі, енді екінші күндегісін қалай табамыз? Екінші күндегісі мен қызылмен қойып қояйын. Екінші күндегісі былай дейді. Екінші күні одан қалған кітаптардың жартысын дейді. Осыдан көбісі шатасады. Қалған кітаптардың жартысы десе, бірінші қалғанын біліп алайық. Ол қара, бірінші күні жарты кітап плюс 3 кітап түптеді. Енді содан қанша қалды? Одан қанша қалғанын білу үшін бірінші қалғаны деп жазып алайық. Қалғаны, оны есептеу үшін барлығынан азайтамыз бірінші күндегі түптегенді. Яғни 0,5X азайту 3. Яғни барлығынан азайтамыз бірінші күндегі
түптеген кітап санын. Сонда тағы да x-тен азайтсақ 0,5x-ті, 0,5x-тің өзі қалады, азайтамыз 3-ті. Сонда қалған кітап міне екен. Сол қалған кітаптың жартысын дейді. Сонда мен былай жазам. 0,5x азайтылған 3 сыртында 2-ден 1 деп жазам. Жартысы деген сөз, ол 2-ден 1 деген сөз. Жартысы деген сөз, 2-ден 1 деген сөз. Так. Және плюс 5 кітап. Міне, бұл екінші күні. Түсіндік қой. Сонда қалғаны десе, бірінші қалғанын тауып ал. Одан кейін барып, сол қалғанының жартысы, міне, мынау қалғаны ғой. Соның жартысы, 2-ден 1 деген жартысы. Плюс 5 кітап. Бұл екінші күні. Міне, бірінші күні мынау, екінші күні мынау, ал үшінші күні қанша кітап екен? Үшінші күні түптелмеген 7 кітап қалды дейді. Үшінші күні 7 кітап. 7 кітап. Енді барлығын қоссаң не шығады? X шығады. Ал енді есептеп көрейік. Қарамен есептеп көрейік. Мына жердің ортасын сәл түсінбей қалдыңдар деп ойлаймын, сол үшін қайталаймын қазір. Сонда мен мына жерге енді сыйдырам деп ойлаймын. Міне, бірінші күні 0,5x қосылған 3 деп қойық. Қосамыз екінші күндегісі 2-ден 1 0,5x азайту 3 плюс 5 плюс 7. Мына жерге жазылмай қалды, аздап. Барлығын қосып жатырмыз, қарасаңдар. 7. Ол тең болады неге? X-ке. Сонда мына жерде 0,5x плюс 3. Мына жақсынан ашатын болсақ, 2-ден 1 деген ол 0,5. Ал 0,5-ті 0,5-ке көбейтсек, жақшаны ашқан кезде 0,25 болады, 0,25x болады. Енді 0,5-ті 3-ке көбейтетін болсақ, ол 1,5 болады. 1,5 қосылған, мына жерде 5 бар еді, мынамен 12 болады. Тең x. Сонда 0,5x қосылған 0,25x, ол 0,75x. Одан кейін сандарды қосайық. 3-ке 12-ні қосамыз 15, 15-тен 1,5 болсақ, 13,5 плюс 13,5 тең x. Енді x-ті бір жаққа жинаймыз. 0,75x, оны білесіңдер, азайтылған x тең минус 13,5. Мына екеуін азайтатын болсақ, минус 0,25x болады. Ол тең болады минус 13,5-ке. Минус пен минус қысқарып кетеді. Ал 13,5-ті бөлсек 0,25-ке 54 шығады екен. X тең 54. Жауап 54 болады. В жауап. Бір қайталап түсіндірейін. Бірінші, барлық кітаптың саны ол бізге белгісіз. Бізге соны тауып жатыр. Тауып деп жатыр. Белгісіз нәрсені X деп алу керексің. Әрқашанда математикада. X, енді қараңдар, бірінші күні десе, бірінші күні не дейді бізге? Бірінші күні тиісті кітаптардың, яғни сол барлық кітаптардың жартысын дейді. Жартысы деген ол 0,5. Мына жерге жазып қойдым. 0,5 және 3 кітап плюс 3 деп қоямыз. Ал енді екінші күні дейді. Қалған кітаптардың десе, бірінші қалғанын тауып алуымыз керек. Енді қалғаны қанша қалған білмесең, сіз уже ары қарай есептей алмайсың. Сондықтан қанша қалды? Оны табу үшін барлығынан, яғни x-тан азайтамыз бірінші күндегіні. Міне, мынау шықты бізде. Одан кейін барып осы қалғанын мынау шарт бойынша жазамыз. Яғни қалған кітаптардың жартысы десе, значит тағы да 2-ден 1-ге көбейтемін қалғанын. Және плюс 5-ті қосам. Сонда бұл екінші күні. Мынау бірінші күні. Мынау екінші күні. Ал мынау үшінші күні. Үшеуін де қосып теңестіремін x-ке. Сонда менде x тең 54 шықты. Енді әрине мынау қарапайым теңдеуді шығара алады деп ойлаймын. Ойбай ағай, неге қиындап кеттіңіз деп, енді ағылшын, биология, ДЖТ деп математиканы оқымайтындар, математиканы таңдамағандар қиналуы мүмкін, бірақ мен саған бір шындық айтайын, ол қиын шынымен. Теңдеу құра алмасаң, ертең слабыйсың сен онда. Сондықтан қарапайым теңдеудің өзін шығарып үйреніңіздер. Теңдеу шығара алмасаң, онда математиканы оқу керексің. Түсіндік қой? Теңдеу шығарып үйрену керексің. Көбейту кестесін білу керексің. Бөлшек, қарапайым нәрселерді білмесең, онда математика сауаттылық сен үшін қиын. Салат әзірлеуге керекті қоспалардың пайыздық мөлшерлері сызбамен көрсетілген дейді. Сонда 30% картоп, қызанақ 24% керек екен, қияр 20% керек, пияз 10%, сәбіз 16% дейді. Дүкендегі қиярдың 1 кг бағасы 400 теңге, сәбіздің 1 кг бағасы 300 теңге. Егер салатқа қосылатын қызанақтың салмағы 6 кг екендігі белгілі болса, онда салатқа қосуға керекті қияр мен сәбіз дүкенінен сатып алуға қанша теңге керектігін тап дейді. Қияр 1 кг болса 400 теңге,
сәбіздікі 1 килограмм бағасы 300 теңге дейді. Егер салатқа қосылатын қызанақ салмағы 6 килограмм болса, сәбіз бен қиярды қанша теңге кетеді дейді. Мына жерде енді аздап қиындау бұлда. Бірақ шығарайық. Бізде салатқа қанша килограмм қызанақ қосамыз дейді? Қызанақ ол 6 килограмм екен. 6 килограмм қызанақ қосады екенбіз. Бірақ бізде ешқандай да қиярдың қанша килограмм қосатынын айтпаған, сәбіз қанша килограмм қосатынымызды айтпаған. Оны мына проценттер арқылы тауып аламыз. Сонымен ең бірінші біздің мақсатымыз қанша килограмм қияр және қанша килограмм сәбіз керектігін біліп алу. Енді әрине, мысалы базарға барар кезде список жазасың ғой, мынанша килограмм мынандай деп. Ал егер список жазбасаң, қанша килограмм керек екенін білмесең, онда қанша ақша алу керектігін де білмейсің. Сондықтан да бірінші қанша қияр керектігін біліп алайық. Бізде өзіміздің қызанағымыз 6 килограмм екен. 6 килограмм қызанақ бізде 24%. Сонда бізде былай жазуымыз керек. 6 килограмм ол бізде 24% болса, қияр ол 20% екен. Бізге қияр керек қой. Сонда 20% ол қанша болады деп жаза саламыз. Бір пропорция құра саламыз. Осы пропорция арқылы мен қияр тауып аламын. Q деп қоя салайыншы. Сонда Q тең болады 6 көбейтілген 20 бөлінген 24. 6 көбейтілген 20 бөлінген 24. 5 екен. Сонда 5 килограмм керек екен. Ал оны қалай білдім? Мына жерде 24% пен 20%-ды қолдандым. Сонда 24% ол 6 килограмм болса, 20% ол қанша? Не болмаса 6 килограмм қызанақ ол 24%. Ал қанша килограмм қияр ол 20% болады. Қысқасы бұл жерде пропорцияны қолданамыз. Тура сол сияқты енді сәбізді де табайық. 6 килограмм қызанақ ол 24% болса, қанша килограмм сәбіз ол бізде 16% болады. Тауып көрейік. Сәбіз табу үшін 6 көбейтілген 16 бөлі 24 деп айтамыз. Что-то шаршап отырмын мен. Так. 6 көбейтілген 16 бөлемі 24-ке. 4 килограмм қажет екен. Болды. Біліп алдық. Қиярдан 5 килограмм керек, сәбізден 4 килограмм керек. Сонымен бағасын есептейік. Қиярдан бізге 5 килограмм келсе, енді өзің ойлашы, 1 килограмм 400 теңге екен. Базада жазылып тұр енді. Мысалы, Астанада жүрсең Артемға барасың, Алматыда жүрсең, Алматыда қандай базар еді? Өртеніп кете беретін. Барақолқа ма? Барақолқа. Шымкентте Верхний деп айта береміз ғой. Басқа қалаларды білмейді екен. Мысалы, 1 килограмм ол 400 теңге деп жазылып тұр екен. Саған қанша килограмм керек? 5 килограмм керек. Сонда сен мынаны 5-ке көбейтесің. Сонда 400 көбейтілген 5 2000 теңге. Бір қиярдың өзіне 2000 теңге кетеді. Келесі, енді сәбіз. Сәбіз бізде 1 килограммы 300 теңге деп тұр екен. Мен 300-ді көбейтемін қаншаға? Маған қажет ол 4 килограмм. Маған мама енді айтты 4 килограмм сәбіз алып кел дейді. Оның бәрін не істейміз десем, айтпайды енді. 300-ді көбейтемін 4-ке ол 1200 теңге болады екен. Барлығын қосам 3200 теңге кетті ғой, мама. Сәл аз алайықшы десең, болмай жатыр енді. Палау пісірем деп жатыр енді жарайды. Сонда 3200 теңге кетеді екен. Тек қана кімге? Қияр мен сәбізге. Сонда бұл жерде не қолдандық? Әрбір қолданған есебіңе леп-белгі қойып кет. Міне, мен пропорцияны қолдандым деп. Түсіндік қой, сол кезде барлығы керемет болады. Ертең көктемде сен осының бәрін қайталайсың. 3200. Келесі, шыңнан қабырғасы мынау есебенді қамайды екен. 2017-тен бастап келе береді. Шыңнан қабырғасы 12 см болатын дұрыс үшбұрыш құрастырылған дейді. Сонда дұрыс үшбұрыш дегеніміз, мен сендерге білмейтіндерге айтайын, дұрыс үшбұрыш деген қабырғалары бірдей. Барлық қабырғасы бірдей. Яғни мынау 12 см екен, мынау да 12, мынау да 12 см. Қабырғасы 12 см болатын дұрыс үшбұрыш құрастырылған сымнан дейді. Яғни мысалы, қалай айтсам болады? Мысалы, мынау үлкен сым болсын, бұрышқа көрініп тұр ма? Үлкен сым, осы сымды бүйтіп қайырып, осындай үшбұрыш жасайды екенбіз. Енді саған айтады, осы сымды қайтадан жазу керекпіз. Мына үлкен бір сым болып табылады. Әрине бұл ұзындығы қанша болады? Әрине 36 болады. Себебі мынау сымды былай қарай қайырасын, мынау сымды былай қарай қайырасын, 12 барлығы қанша болады? 36 болып қайтадан жазылады. Енді одан қайтадан шаршы жасаймыз. Шаршы дегеніміз ол квадрат, яғни төртбұрыш. Оның төрт қабырғасы да бірдей. Енді өздерің ойлаңдаршы,
36-ны біз қақ 4-ке бөлуіміз керек. 9 9 9 9 қылып. Ол енді логично ойлап қарсақ сондай. Түсіндік қой? 36-ны енді айттым ғой жаңа ғана. Квадрат дегеніміз ол 4 4 4 4 болып бөлінеді. Яғни қабырға барлығы бірдей. Сонда 9 9 9 болып бөлінеді. Енді маған осы шаршыны ауданын тап дейді. Аудан табу үшін екі қабырғаны көбейтемін. Сонда S тең 9 көбейтілген 9 бізде 81 болады екен. Қатты қиын емес. Просто үшбұрыш шаршы деген нәрсенің мағынасын білуіміз керек. Келесі қабырғалар жайсандар және периметрі 16-ға тең тік бұрышты тік төртбұрыштың ауданы дейді. Мынандай бір тік төртбұрыш бар екен. Мына қабырғасын білмеймін енді. Мына қабырғасы А екен, мына қабырғасы Б екен деп алтай саламын. Маған бәрібір. Дұрыс па? Білмейміз ғой енді. А тең А және Б деп айта саламыз. Білмей тұрсақ. Периметр бізде 16-ға тең. Енді периметрдің формуласын любой оқушы білетін болу керек. Білмесе айта салайын. П тең 2 жақшаның ішіне А қосылған Б. Бұны енді 3-ші класста өткенбіз. Сонда орнына қоятын болсам 16 тең болады 2 жақшаның ішіне А қосылған Б. Мынау арасында көбейту бар. 2 мен 16 қысқарады 8 тең А қосылған Б. Сонда мынау екі қабырғаның қосындысы не екен? 8 екен. Бірақ ол екі қабырға жайсандар екен. Жайсан дегеніміз не? Жайсан дегеніміз тек қана өзіне ғана бөлінетін сандар. Мысалы 2, 3, 5, 7, 9 жатпайды. 9 жатпайды. 9 деген ол 3-ке де бөлінеді, сол үшін жатпайды. 11 2-ке те береді. Мысалы 5 ол өзінен басқа санға бөлінбейді. Мысалы 3-ке бөліне ма? Бөлінбейді. 2-ке бөліне ма? Бөлінбейді. Мысалы 7 өзіне ғана бөлінеді. Мысалы 29 ол да өзіне ғана бөлінеді. Ал 28 ше? 28 ол 2-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді, 7-ке бөлінеді, 14-ке бөлінеді, өзіне бөлінеді тағы. Яғни бізге өзіне ғана бөлінетін сандар ол жай сандар деп аталады. Сонымен ережесін жазып қойыңдар. Жай сан дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар ол жай сандар деп аталады. Бірге және өзіне ғана. Бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар олар жай сандар деп аталады. Толтырып қоя салыңдар. Келесі тағы бір ережені жазып қойыңдар. Бір саны жай сан емес. Жай сан емес. Яғни көбісі ойлайды, бір деген сан ол өзіне ғана бөлінеді ғой деп. Иә, ол дұрыс, бірақ ол жай сан емес. Сондықтан да 2-ден бастайсыңдар. Енді өзіміз ойлайық, қандай жай сандарды қоссақ бізде 8 болады. Әрине мына жерде 3 пен 5-ті қоссақ. Біреуі 5 болса, біреуі 3 болса, қоссақ бізде 8 шығады. 8 шығады. Сонда мынауымыз 5 екен, мынауымыз 3 екен. Аудан тап дейді. Аудан табу үшін екеуін көбейтеміз. Сонда 15 болады жауап. Аудан тап десе 15 болады. Периметрдің формуласы арқылы А мен Б-ның қосындысын тауып алдым. Ары қарай жайсанды не екенін білсеңдер оңай. Не екенін білмесеңдер жаттап алдар. Жайсан дегеніміз өзіне ғана бөлінетін сандар. 17. Әлихан туралы есеп. Әлихан туралы есеп. 1 сағат тоқап тұршы. 1 сағат болды. Жылдамдатайық. Әлихан бірдей 18 монетадан әрбір қабырғасындағы монеталар саны ең көп болатындай етіп тең қабырғалы үшбұрыш жасады. Тең қабырғалы дегеніміз жаңағыдай 3 қабырғасында бірдей үшбұрыш жасаған. Үшбұрыштың бір қабырғасында неше монета бар? Енді сендерге мынандай мәселе. Көбісі былай ойлап қалады. Так, 18 шар болса, 18-ді үшеуіне теңдей қылып бөлетін болсам, 6 шар, 6 шар, 6 шар қылатынызда жауап 6 болады деп ойлауы мүмкін. Ол қате. Ол қате. Неге? Себебі ондай бола қоймайды. Себебі арасында қалып кетті ғой, пустой жерлер. Сондықтан ең оңай жол былай істей салыңдар. Мына жерде бір шарик. Одан кейін келесі тағы да 2 шарик. Одан кейін 3-еу болады. Міне үшбұрыш осылай жасалады негізінде. Одан кейін 4-еу. Енді санап отырайық енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15. 18 болмай қалды ғой бізде. 18 монетадан әрбір қабырғасында 3 монета. Дұрыс екен. Мен шатасып кеттім. Дұрыс екен. 6 деген жауап дұрыс. Мен былай ойлап қойғам ғой. Үшбұрышты жасайды екен деп ойлап қалдым осылайна. Толтырып. Ал толтырмайды екен бұл жерде. Не істейді екен? Просто қабырғаларын жасайды екен. Просто қабырғасын. Яғни онда 18 монетаны 6-6-тан бөліп қоямыз.
3 4 5 6 қараңыздар енді 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 санап қарасақ біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу болады. Жауап 7. Яғни көбісі 18-ді бөле салады 3-ке, яғни 3 қабырға бар ғой, сонда 6-6-тан бөлінеді дейді да 6 деп ойлай салады. Ол дұрыс емес, 7 болады жауап. Неге? Себебі егер 6-6-тан істесең мынандай болып қалады сенде 6 и дұрыс 3 болмай қалады да, қалай айтсам болады, ортада мынандай болып қалады. Қазір салайын, тағы да 6 болды ма и бүйтіп қалады. Яғни мынандай нәрсе шықты бізде. Осындай нәрсе болып қалды. Неге мынау сызық болып қалды? Себебі мына жерде 2 шеңбер бір-біріне жабысып тұр. Ондай болмау керек. Бізде 7-7-ден салатын болсақ, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Енді мынадан бастап біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мынадан бастап біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Олт. Шатасың, тоқтай тұр. Жауап 7 болады негізінде, бірақ мен сәл түсіндіре алмай жатырмын сендерге. Кейбіреулерің түсінбей қалуы мүмкін. Егер жаңағыдай 18-ді 3-ке бөле салсаңдар, мынандай сурет шығып қалады деп жатырмын ғой. Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мына түзу бітті. Келесі мына түзу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Шатасып отырмын мұны жерде. Қысқасы, мен былай түсіндіре салайын. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерге 6-ға жазған кезде алдындағы шармен жетеу болады. Осыны түсіндірмей жатырмын сендерге. Мына жердегі 6-ға жазған кезде мына жерде уже дайын ғой. Сонымен жетеу болады. Қысқасы, жауап бізде 7. 6 қылсақ, ол дұрыс болмай қалады. 6 болса дұрыс болмай қалады. Себебі мына қабырғада 7 шеңбер, мына қабырғада 7 шеңбер, мына қабырғада 7 шеңбер. Бірақ сендер ойлап қалмаңдар, барлығы 21 ма деп. Барлығы 18. Неге? Себебі мына шетіндегі шеңбер, мына шетіндегі шеңбер және мына шетіндегі шеңбер. Олар 2 рет қайталанып тұрады. Яғни ол мына қабырғаға да жатады, мына қабырғаға да жатады. Келісесіздер ғой? Сондықтан біреу мына қабырғаға да жатады, мынаған да жатады. Біреу және мынау да сондай. Түсіндік қой? Сонда мынау шеңбер, бояп тұрған шеңберлерім, олар шетіндегі шеңберлер 2 рет саналып кетіп жатыр. Сондықтан бір-біреуден азайтамыз. Сонда 21-ден 3-ті азайтсақ 18 шығады. Солай ойлаңыздар. Яғни шетіндегі шеңбер 2 рет қайталанып тұр. Сол үшін ол 21 болып кетті. Негізі 18 болу керек. Бірақ әрқайсысы бір-біреуден қайталанғаннан кейін 21 болды, 21-ді 3-ке бөлсек 7. Келесі осындай есептер болса шатаспаңыздар. Келесі, енді диаграмма. Диаграммада бір аптада театр кассасында сатылған билеттің саны берілген дейді. Аптаның қай күндері билеттер санының арифметикалық ортасының жартысынан аз болады дейді. Бірінші арифметикалық ортаны тауып алайық. Арифметикалық орта дегеніміз барлығын қосамыз. Сөйтіп не істейміз? 7-ге бөлеміз. Яғни 115, 225, 300 сыймайды екен. 115 плюс 225 плюс 350 плюс 150 плюс 520 плюс 780 плюс 700. Бөлеміз 7-ге. Тең қанша болады? Қазір есептейміз. 115 қосылған 225 қосылған 350 қосылған 150 қосылған 520 қосылған 780 қосылған 700. 1840. Бөлеміз 7-ге. Оппа, 405-те 7 болып қалды. 405-те 7 болсын. 405-те 7 болды. Енді осыдан аз деп тұр. Аздары ол дүйсенбі күні екен. 115 болып қалды.
сейсенбі күні екен. Жартысынан ортасының арифметикалық ортасының жартысынан деп тұр. Яғни мен тағы да екіге бөледі екенмін. Мен бірінші арифметикалық ортаны таптым. Мынау арифметикалық ортаны таптым. Бірақ маған айтады ортасының жартысынан дейді. Тағы да мен жартысын алуым керек екен. 405-тің жартысын алуым керек. Ол енді бізде 202-8 екен. 202-8. 202-8-ден де азын тауып керек бізге. Ona mынау сейсенбі жатпайды. Жартысынан деген сөзді ұмытып кеттім. Сонда тек қана дүйсенбі, одан кейін бейсенбі. Дүйсенбі, бейсенбі деген жауап дұрыс. Көрдік қой. Арифметикалық ортаның жартысынан десе, тауып аламыз. Тауып алғаннан кейін оны тағы да жартыға бөлеміз. Келесі, суретте саяхатшының қозғалыс жылдамдығы көрсетілген дейді. Саяхатшының жолда жалпы қанша уақыт аялдаған табыңыз дейді. Аялдаған уақыт ол мынау тіке тұрған уақыты. Мына тіке тұрған уақыт ол аялдаған уақыт. Тіке тұрған уақыты ол аялдаған уақытта болады. Барлық тіке тұрған нәрселердің бәрін табамыз. Яғни мынау бүйтіп түзу болып тұрып қалса, значит ол қозғалған жоқ деген сөз. Еш жаққа қозғалған жоқ, бір орында тұрды деген сөз. Сонда мынаны бекер сызыппын. Бірақ біз бірінші оны есептеместен бұрын бір клетка қанша минут екенін білуіміз керек. Қараңдар, санап көрейік. 1 клетка, 2 клетка, 3 клетка, 4 клетка, 5 клетка. Сонда біздің 1 сағатымыз 5 клетка екен. 1 сағат емес, енді 60 минут деп алайық. 60 минут ол 5 клетка екен. Сонда 1 клеткамыз қанша минут болып тұр бізде? 12 минуттан болып тұр ғой енді. 5-ке бөлсек 12 болады. 12 минуттан. Сонда санайық енді клеткамен. Тып-тыныш тұрғаны мынау аралық, ол 2 клетка екен. Мынау аралық, ол да 2 клетка. 4-еу болды ма? Мынау аралық, ол да 2 клетка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Одан кейін мынаумен 7 болады. Мынамен 8 болады, мынамен 9, 10 болады. Сонда 10. 10 клетка бар, әрқайсысы 12-ден, 12 минуттан, сонда барлығы 120 минут демалған екен. 120 минут демалған екен. Мына жерден аздап қателесіп қалдық па? 120 минут демалған екен. Саяхатшының жолды жалпы қанша уақыт аялдағанын анықтаңыз дейді. Бірақ біз мынаны алып тастаймыз ау деймін. Мынау 0-ге түскен кездегі мына 3 клетканы алып тастаймыз. Ол керек емес, санамаймыз. Себебі ол үйіне қайтты ғой. Басында осы жерден шықты и жолда жүрді, шаршады, үйіне қайтты. Примерно 2 клетка ол 24 минут болады ғой бізде. 1 клеткамыз 12. Примерно 24 минут үйінде жатып ұйықтап демалып алған. Одан кейін қайтадан жолға шықты. Жүрді, келді де 12 минут демалып алды, самса жеп алды да и қайтадан жолға шықты. Значит, мынау өзінің үйіне келген уақытты біз санамай-ақ қояйық. 3 клетка ол бізде 12, ол 36 болсын. 36 минут ол үйінде өткізді. Оны демалыс уақыты деп санамаймыз. Сондықтан 120-дан азайтамыз. 36-ны тең 84 болады. Солай есептейік. Әйтпесе мынау басқа жол жоқ. А жауап болады сонда. Көрдік қой. Сонда 0-ге түскен кездегіні біз аялдаған деп санамаймыз. Аялдаған деген сөз міне. Тыныш тұрған деген сөз ғой. Келесі 20. Мынау енді геометрияның есебі. Үлкен мұнараның төбесіндегі ұшынан сым тартып, жерге қағылған қазықтың ұшына бекіткен дейді. Мына өздерің көріп тұрсыңдар, мына сым дейді. Сымның ұзындығы 28 дейді. Мынау 28 екен. Келесі сымның мұнарамен арасы сым мұнарамен 60 градус жасайды дейді. Яғни мынау мұнара ғой. Мынаның бәрі мұнара. Осымен 60 градус жасайды екен. Міне мынау сым, мынау мұнара. Арасы 60 градус. Енді айтады, кіші қазықтың жерден биіктігі 1 метр дейді. Мынау 1 метр екен. Енді айтады, маған үлкен мұнараның биіктігін тап дейді. X деп қоя салайық, биіктігін табу керек. Ол үшін мен сендерге мына нәрсені айтайын. Мынау кішкентай қазықтың басынан мына жаққа қарай тіке жүргіземіз былайынан. Тіке сыза салайық. Сонда бізде тікбұрыш үшбұрыш пайда болады. Мына жағы 60 градус, мына жағы 28 болды. Бізге мынау қабырға керек, яғни мына бөлік керек. Енді қараңыздар. Мынау 60 градус болса, мынау онда 30 градус болады. Неге? Себебі үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Яғни мынау бізде тік болғандықтан 90 болады. 90-ға 60 қосамыз қанша? 90-ға 60 қоссақ 150. Енді ар жағында 180 болу үшін мынау қанша болу керек? Әрине 30 болу керек. Және бізде геометрияда мынандай ереже бар. 30 градусқа
қарсы жатқан катет, яғни қабырға гипотенузаның жартысына тең болады. Осыны жазып алыңыздар асықпай. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Гипотенуза дегеніміз ол мынау ұзын. 90 градусқа қарсы жатқан сызық ол гипотенуза деп аталады. Оны да жазып алыңыздар, егер білмейтін болсаңыздар. 90 градусқа қарсы жатқан катет, 90 градусқа қарсы жатқан сызық ол ұзыны, яғни ол гипотенуза. Түсіндік қой? Гипотенуза деп аталады мынау. Гипотенуза. Геометрия өтіп жатырмыз енді. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген ереже бар. Сонымен сонда мынау 28-дің жартысына тең 14 екен. Ол енді қасиет сондай, геометриядағы ереже. 30 градусқа қарсы жатқан катет мынаның жартысына тең, яғни 28-дің жартысына тең, ол 14. Значит, мынау аралық 14 екен. Мынау басынан бастап мынаға дейінгі аралық 14 екен. Ал мынадан жерге дейінгі аралық қанша? Әрине ол мынаған тең, яғни 1-ге тең. Сонда барлығын қосатын болсам 14 пен 1 барлығы 15 болады. 15 метр болады екен. Түсіндік қой? Жаңағы ережені қайталап жіберейін. 30 градусқа қарсы жатқан катет, мынау тұрған, ол гипотенузаның жартысына тең. Сонда 28-дің 2-ге бөлу арқылы мен ана қабырғаны таптым, 14. Сонда мынау точкадан мына точкаға дейін 14 болса, астына дейін тағы да 1 бар, сонымен 15. Енді 1 сағат 11 минут болыпты. Енді бір 10 минут сендерге математикалық сабақтардан қалай дайындалу керек, және өзіміздің курс туралы да ақпарат бере кетейін. Әрине тегін келгеннен кейін сендердің араларында 11-ші сыныптар бар, 9-дар бар, 10-дар бар, аралас болып отырғандықтан мен сендерге айтайын. Егер кімге ОБТ қажет, мен дайындалам, дайындалатын курс бар ма, жалпы сіздерде білгің келеді деген, жай ғана білгің келеді деген ақпарат оқушылар болатын болса, онда қалсын. Ал егер жоқ, мен жай ғана тегін үшін жүрмін, мен 9-бін, әлі 8-бін, мен 10 сыныппын, курсқа қатыспаймын, келесі жылы қатысам, қалай айтсам болады, келесі жылы қатысам, қазір тек қана просто тегін марафондарға қатысу арқылы дайындалып жатырмын дегендер болса, тоқтатса болады. Ал кім біз туралы білгісі келсе, онда жалғастырсын. Мат сауаттылыққа қалай дайындалу керек? Мат сауаттылықтың тақырыптары, мат сауаттылыққа мен айтар едім. Егер мат сауаттылықта математика жағынан нашар болатын болсаң, мысалы биологтар көбінесе сол математиканы таңдамайтын оқушылар қиналады. Сендер енді 3 рет дайындалған дұрыс, аптасына 3 рет немесе 4 рет. Жалпы бір күнде дайындалғанда 2 сағат. Сонда аптасына қанша болады? 4 рет болса, онда 4 рет дайындалсаң, тым төмен болғанның өзінде 4 рет, 5 рет дайындалған дұрыс. Сонда бір қанша? 8 сағат, 8-10 сағат бір аптада. Ал нормальный математикадан мен білем, тек қана фундамент бар дейтін болсаң, онда саған 2 сағаттан аптасына 2 рет жеткілікті. Қатты керек емес, немесе 3 рет. Сонда 4-6 сағат арасы. Және тақырыптардың тізімдерін бөліп алу керексің. Тақырыптар тек қана тестпен дайындалу ол мүмкін емес. Сіздерге айта кетейін, көктемде бастамаңыздар дайындықты. Көктемде бастамаңыздар. Мен оқушылардың барлығын айтамын. Неге көктемде бастамаудың себептерін айтайын. Біріншіден, көктемде проблемалар көбейіп кетеді. ОБТ басталады. ОБТ қазір 3 рет тапсырасыңдар. Наурыздан бастап маусымға дейін 3 рет тапсырасыңдар. Енді өзің ойлашы, көктем болды, сен енді ғана курсқа жазылып, не болмаса мектебіңде, мысалы мектепте орталықтарға барып дайындалайын деп атсаң, басқалар уже тапсырып жатыр да. Уже басқалар тапсырып, 100-ден асырып бал жинап жатыр, ал сен болсаң әлі енді ғана бастайын деп атсың. Және 3 ай қалды. Одан кейін екіншіден, Наурыз мейрамы, Венетка, анау мынау дегендер көбейіп кетеді. Нақты енді 10 класстарды біліп жүрмін, және өзім де бітірдім. Жалпы мен өзім 137 балл жинағанмын. 137 балл 2018 жылы тапсырдым. 140 балмен 17 тарих жинап қалдым. Тарихтан 17 жинап қалдым. Қалғандарынан смело 40-та 40, 20-да 20 жинағам. Таңдау пәнім физмат. Түсініп қой. Нұрбілім академиясы жалпы осы 2018-дің жазында ашылды сразу. Мектеп бітіріп алып ашылған ғой. Қазір енді 3-ші жыл. Енді қараңыздар, 2000-ға жуық, Инстаграмда қарасаңыздар, 2000-ға жуық, одан асам 2176 ма оқушыны біз бітіргенбіз 2019 бен 2020-да. Енді Құдай қаласа сендерді бітіргіземіз осы жылы. Енді қараңыздар, не айтып жатырмын? Көктемде дайындалу қиын, және біріншіден басқалар ОБТ-ға дайындалып жатқан кезде, ОБТ-ны тапсырып, уже тест талдап жатқан кезде, сен тақырып бойынша жүресің. Ол дұрыс емес. Ең бірінші сендерге айтарым, қазір қыстың кезінде, желтоқсан ғой қазір, желтоқсаннан бастап наурызға дейін, наурыздың ортасына дейін
тақырыппен дайындал. Полный тақырыптың бәрін дайындалып ал. Мына тақырып, мынадан кейін мына тақырып деп жүйелі түрде кәдімгідей есептер шығарып, барлығын дайындалып ал. Одан кейін барып, наурыздан кейін смело барасында, енді бірінші рет тапсырған кезде аз балл жинап қалуы мүмкін. Бірақ одан қорықпайсың сен, себебі бүкіл тақырыптарды өтіп қойғансың, енді тек қайталайсың. Не болмаса біздің курсты бітірсең, біз саған 2 ай ашып береміз тағы да. Бүкіл полный сабақтардың бәрін 2 айға достыққа ашып береміз. Яғни қазір оқып жатқан оқушылар бізде ертең көктемде рахаттана қайталайды. Қазір енді қандай сыйлықтар болатынын айтамын ол кезде. Қандай сыйлықтар берілетінін, оның бәрін толығырақ алда айтатын боламын. Сонымен тақырып бойынша дайындал, одан кейін барып наурыздан бастап тестпен қайтала. Егер сен қайталамай тек қана тақырып бойынша дайындалып қана баратын болсаң, онда сен жинай алмайсың. Сендер ойламаңдар, курсқа қатыстым, тақырыппен дайындалдым, бүкіл тақырыпты өтіп шықтым, болды, мен 40-та 40 жинаймын деген ол өтірік нәрсе. Курсты бітіргеннен кейін де ар жағында хотя бы бір ай болу керек. Бір ай бойы сен қайталау керексің сол нәрсенің бәрін. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан ар жағында сәуірді, мамырды қалдырып қойыңдар тест талдау, қайталау уақытына. Сол үшін ғой қазірден бастап дайындалыңдар деген көп курстарға барсаңдар айтады, қазірден бастап дайындал, уақыт кетірмей не істеп жүрсің деп. Ал орталықтарға баратын болсаң, орталықтар уже олар бастап кеткен, қазір сен барсаң, уже ол ортасынан бастайды. Нөлден бастамайды ешкім. Түсінікті ғой? Яғни тақырып бойынша дайындал. Тақырыптар. Бізде жалпы енді 24 тақырып бар. Оның 20-сын біз курста өтеміз. Бірінші айда 10 тақырып, екінші айда 10 тақырып. Ал қалған 4-еуін мен курс біткеннен кейін бонус ретінде тегін беремін. Түсіндік қой? Басында бізде жаздан бастап алғашқы осыған дейін бізде 3 ай болған матсауаттылық. 3 айлық курс болған. Яғни басқа оқушылар 3 ай бойы оқыды осыған дейінгілер. Ал сендер енді сендерге повезло деп айтайын ба, 2 ай ғана оқисыңдар. 2 айдың ішінде полный бәрін бітіресіңдер. Осының бәрін олар 3 ай оқыған. Сендерге 2 ай. Енді қарап шыққандар болады. Оқулық беттері, газет басында оңайдан басталады. Уақытқа байланысты қанша рет байқау есептері, заңдылықтар, санның соңы цифрын табу, ребустар, аудан табу, адам жасына байланысты есептер комбинаторикамен бітеді. Келесі ақиқаттылық, процент есептері. Көрдіңдер ме? Екінші айдан бастап уже қиындайды. Ықтималдылық, геометриялық мәнді есептер, шамаларды салыстыру, жиындар, қозғалыс есептері, өзен есептері, концентрация, жұмыс есептері, теңдеу, арифметикалық есептер. Енді бұл жерде плюс 4 сабақ, ол енді мынау тақырыптарға қалып қойды. Кесте, диаграмма тақырыптар, олар бәрі оңай. Әртүрлі тақырыптар, сондай болады ғой, әртүрлі тақырыптар. Одан кейін примерно тағы да мәтіндік есептер болады бонус сабақтарға. Және параметрлі теңсіздіктер. Параметрлі теңсіздіктер, алгебралық параметрлі есептер дегендер бар. Оларды біз тегін береміз. Түсіндік қой? Сонда 2 айдың ішінде сен бітіресің осы тақырыптар бойынша. Нұргүл академиясының курстары, математикалық курсы туралы айта кетейін. Жалпы Нұргүл академиясы 5 пәннен береді. Оның барлығын енді кейін біле жатарсыздар. Жалпы сабақтар қалай болады? Сабақтар жалпы аптасына 2 рет болады. Біздің бір айымыз 4 апта емес 5 апта болады. Оқушылар асықпай жақсылап оқысын деп. 5 аптада сонда әр аптада 2 сабақтан болады. Барлығы 10 сабақ бір айда. Одан кейін бір айды біткеннен кейін бір апта перерив, үзіліс болады. Яғни сен алғашқы айдың бәрін қайталап не болса демалып аласың. Демалып алғаннан кейін бір апта демалғаннан кейін екінші ай бастаймыз. Екінші ай. Ол да 5 апта. Сонымен мына жақта 5 апта бар, мына жақта 5 апта бар. Ортада бір апта демалыс бар. Бәрін қосқан кезде 11 апта болады екен. 11 аптада сен бітіріп шығасың. Сабақтар аптасына 2 рет болады. Сабақтар тікелей эфир емес. Неге? Себебі біріншіден біз мұғалімдермен келістік, тікелей эфир емес. Біріншіден тікелей эфир болған кезде сет кейбір кезде қуып кетуі мүмкін. Және мысалы мұғалім ол кезде мысалы қайдан білесіздер, мұғалім жеке өмірінде мысалы бір нәрсе болып қалады, не болмаса ол бір жерден кешігіп келеді, не болмаса сет ұстамай қалады, не болмаса оқушылардың мысалы мектептерінде бір нәрсе ұстап қалады, мектептерінде БЖБ болып қалады. Яғни бос емес уақыттар болып қалуы мүмкін. Және мұғалімнің көңіл күйі де әртүрлі болуы мүмкін. Тура сол тікелей эфирдің өзінде мысалы мұғалімнің көңіл күйі нашар болып тұрса, нашар түсінесің. Жақсы болып тұрса, жақсы түсінесің деген сияқты. Ал алдын ала видео сабақ ретінде берсе, ол жерде өте керемет барлық ынта-шынтасын беріп түсірген. Енді барып сен оны көресің. Сабақ тікелей эфирде емес. Сабақтардың ұзақтығы 40-60 минут, кейде
80-90-ға дейін баруы мүмкін. Ол енді тақырыптың ұзақтығына байланысты. Енді сабақтардың қалай айтсам болады, ашық болады. Дәл сол берген уақытта сен мысалы бос болмасаң, не болмаса сол уақытта көре алмасаң, оны сен қалған уақытта көре аласың. Яғни ол сақталып тұрады сен үшін. Тапсырмаға біз 40 есеп береміз математикалық сауаттылықта, және оны орындап сен жіберуге 48 сағат береміз. Негізі 28 сағат, егер оған үлгермесең 48 сағат беріледі. Әрине оны кім тексереді, қалай жібересің, оның барлығын кейін курсқа келгеннен кейін айтамыз. 48 сағатта сен жібересің, 48 сағатта жібермесең, саған кері байланыс болмайды. Яғни сен мысалы ішінде түсінбей қалған есептерің бар болуы мүмкін, не болмаса сабақты бойынша сұрақтарың болуы мүмкін. Ондай болса сен саған берілмейді. Себебі сен үй жұмысын орындамаған, оқымай жүрген оқушысың. Түсіндік қой? Ал әрине енді арасында 1-2 рет қалып қойса болады, ал бірақ ылғи оқымайтын оқушылар енді ондайларда бар енді өкінішке орай. Кері байланыс екі түрде болады. Біріншісі видео сабақ, талдау, яғни үйге берген 40 есептің біз почти 30-ын талдап береміз. Қалған 10-ын саған өзіңе қалдырам. Себебі анау талдауды көріп болғаннан кейін сәл 1-2 нәрсе үйренесің, одан кейін қалған 10 есепті шығарасың деген сөз. Видео сабақ. Ал қалған мен қалдырып кеткен 10 есеп не болмаса 5 есепті сен шығарамай қалсаң, оны сұрай аласың мұғалімге жеке жазып. Бізде КЖБ деген уақыт бар. КЖБ деген кешкі жеке байланыс. Сағат 18:00 мен 20:00 арасы. Бізде Арайлым деген мұғалім бар. Соған жаза бересің. Апай, мен видео сабақты көрдім, талдауды. Ағай, мына есеп тастап кетіпті, шығармай, мынаған қарап шығарыңдар деп тастап кеткен еді. Мен бірақ қарасам да шығарамай жатырмын. Көрсетсеңізші десең, саған жазып береді. Түсіндік қой? Яғни видео сабақ ретінде байланысамыз сенімен, және мұғалім байланысады. Келесі тест талдау, апта сайын бір тест талдау. Себебі ұбт-мен де байланысып отыру керек қой бізге. Тек қана тақырып бойынша емес. Келесі ашық сабақ. Аптасына бір сабақ тікелей эфирде болады, Zoom-да. Zoom-да не болмаса Zoom сияқты приложениеде. Ол жерде оқушылармен отырып алып, шай ішіп алып, 2 сағат, 3 сағатқа дейін талдаймыз кәдімгідей отырып алып. Ол жерде оқушылардың өз еркі. Мен опрос жіберемін группаға, қай тақырыпты осы аптада талдайық деген сияқты. Не болмаса осы аптада оқушылар барлығы бір тақырыптан қиналуы мүмкін. Мысалы, жиындар деген тақырып, иә? Не болмаса геометриялық мәнді есептерден қиналуы мүмкін. Сол тақырыпты біз отырып аламыз да, Zoom-ға кіреміз, ол жерде аудио қосылады. Барлық оқушылар айтады: "Ағай, саламатсыз, мынау есеп қалай болады?" деп кәдімгідей сұрай алады. Видеоны қосып қойса да болады, қоспай қойса да болады, бәрібір. Яғни отырып алып талқылаймыз. Бұл бір рет болады аптасына. Қорытынды ретінде де ашық сабақ. Және мотив сабақ. Мотив сабақ дегеніміз, яғни ақыл кеңестер, университеттер туралы ақпарат, толық-лайк. Я қазіргі мысалы Инстаграмда көрсеңіздер, Жібек апайлардың толық-лайк деген рубрикасы бар. Ол да мотив сабақтың біріне жатады. Енді фильтр. Егер біздің курсымызды толық оқысаңдар, толық полный 2 ай бойы оқып шықсаң, саған 2 айдан кейін тағы да 2 айға сабақтардың бәрін ашып береміз. Сабақтарды ашып береміз. Бәрін ашып береміз. Сабақтарды ашып береміз. Яғни курс біткеннен кейін болды, жауып тастамаймыз оны. Саған ашып береміз. Келесі тарих материалдары тегін. Қызықтыру үшін енді сендер тарих материалдары тегін. Материалдары тегін. Әрине оны оқымай жүрген, болмағыр бір тапсырма орындамайтын, күнде орындамайтын, түк орындамай жүрген оқушыларға ондай жоқ. Оқып, нормально, хотя бы аз есеп шығарсаң да, қалдырмай жүрсең, я, сол негізі нормально. Оның да ережелері бар, сыйлықты алудың ережелерін біз курсқа келгенде айтамыз. Және плюс сен курсты бітіріп кеткеннен кейін сен лақтырып жібермейміз басқа жаққа. Сен біздің оқушымыз болып қаласың, группада қаласың, және мынау ашық сабақтарға да қатыса бересің. Апта сайын Zoom-да айтып едім ғой, ашық сабақ болады деп. Сол сабаққа сен бітіріп кетсең де қатыса бересің. ұбт-ға дейін, дальше қашанға дейін болады, сошанға дейін қатыса бересің. Ашық сабақ. Түсінік қой? Ашық сабақ. Плюс тағы да осындай марафон сабақтары, не болмаса тегін сабақтар шығып тұрса, оның нәрсені береміз сізге. Түсінік қой? Осы сыйлықтар тағы да беріледі. Және ең басты сыйлық, біз соңына қарай, сәуір-мамыр айларына қарай не істейміз? Қайталау курстарын жасаймыз. Яғни ол жерде тақырып өтпейміз ешқандай да. Ол жерде тек қана тест талдаймыз. Тест талдау, қиын деген тақырыптарды аламыз да талдаймыз. Сол курсқа біз 50% скидкамен береміз. Жолдама береміз. Әрине оны оқысаң да болады, оқымасаң да болады. Өзіңе еркін. Ол енді сәуір-мамыр айларында болады. Бірақ оған мына курсқа қатыспасаң, кәдімгі негізгі курсқа қатыспасаң, оған қатыса алмайсың.
оған қатыса алмайсың. Оған тек қана біздің курсқа қатысқан оқушылар ғана бара алады. Себебі жай әшейін оқушы ол нәрсені түсінбейді. Себебі негізгі тақырыптарды білмесе, тестті қалай отырады ол. Сонымен кері байланыс барлығын айттым. Енді толығырақ ол кейін курсқа келгенде біле жатарсыздар. Курстар 2 айлық. Мына бағаны көріп енді көбісі шошып отқан шығар енді. Баяғыдан бізді танып жүрген оқушылар енді таңғалып қалған шығар. 10 мың теңге сіздер арзан едіңіздер ғой. Неге мынау 10 мың теңге болып кетті? Шошмаңыздар. Бұл баға 2 айға. Яғни математикалық сауаттылыққа ғана қатыссаң бір пәнге 2 айға 10 мың теңге. Ал егер жоқ, мен 10 мың теңгені төлей алмаймын бірден десеңдер, айына 5 мың теңге болады. Сол сияқты барлық курстар алгебрада 2 айға 10 мың теңге, физикада 2 айға 10 мың теңге. Сонда 10 мың теңгемен сен бір пәнді бәрін бітіресің. Ал тек қана алгебраның А және В деңгейлері, физиканың А және В деңгейлерін бітіресің. Ал С деңгейді бөлек курс бар, оны енді оқысаң да болады, оқымасаң да болады. Ол туралы біз алгебра курсының өзінде айтамыз ішінде. Түсіндік қой? Қалған курстарда жоқ ондай. С деңгейі деген жоқ. Тек қана алгебра мен физиканың тек қана сондай курстар ғана бар. Геометрия курсы бар, геом курсы бар. Ол 1 айдан тұрады, тек қана 1 айлық курс. Оны сен тек қана алгебра курсын бітірсең ғана оқи аласың. Қысқасы оның бәрін кейін жекеде сұрай бересіздер. Алгебра курсы барлық курстар 10 мың теңгеден. Егер бірден төлемеймін десең, айына 5 мың теңге төлеуге болады. Яғни енді кейбіреулер бар енді мысалы 1 айдан кейін қайтадан ақша сұрап тұрмасын десең, екінші айға. Е болмаса мен сразу төлей саламын десең, е болмаса 2 ай бойы сені мазаламай смело жүре беру үшін 10 мың теңгені төлесең болды. 2 ай бойы оқисың соңына дейін. И жаңағы сыйлықтарды аласың. Әрине оқысаң ғана. Ал егер жоқ, мен 10 мың теңге емес, мен бөліп төлейін, не болмаса 1 ай оқиын 5 мың теңгемен. Одан кейін ұнап атса, не болмаса мықты үйреніп бара жатсам, онда мен екінші айға тағы да жазыламын деп солай да істеуге болады. Және бізде жеңілдіктер бар. Жеңілдіктер. 2 пәнге қатыссаң 50% жеңілдік. Ол қалай? Бізде қараңыздар. Bir пәннің бағасы 10 мың теңге дедік қой 2 айға. Мына 10 мың теңге. Ал егер мысалы бір пәннен емес, 2 пәннен қатысам дегендерші. Олар енді 10 мың қосу 10 мың 20 мың болып кетеді. Қымбат болып кетеді, 20 мың болып кетеді. 20 мың емес. Біз оны былай істейміз. Bir пәндікін 10 мың теңгесін төлейсің, ал екінші пәндікін жартысын ғана төлейсің. Яғни 5 мың теңгесін. Сонда 15 мың теңге болады 2 айға. 2 айға 15 мың теңге. Ал егер жоқ, мен 15 мың теңге төлей алмаймын десең, 75 теңге төлейсің 1 айға. Түсіндік қой? Мынадан шошымай қойыңыздар. Көп оқушылар енді қымбат баға айтсаң шошиды. Бұл 2 айға. Міне 1 айға 75 теңге. Сонда сен 2 пән қатар алғың келсе, 50% ұтып тұрсың. Ал егер 3 пәннен жазылсаң, 1 пән тегін уже. Яғни сен 3 пәнге мысалы 10 мың теңгеліктен 30 мың төлемейсің, 2 пәннің бағасын төлейсің. Яғни 20 мың теңге. Айына сонда 10 мың теңге. Түсіндік қой? Сонда сен 20 мың теңгемен мысалы математикалық сауаттылық, математика, физика, не болмаса биология, химия, математикалық сауаттылық деп 3 пәннен жазылсаң да болады. 20 мыңды сразу төлеуге болады, не болмаса 1 айға ғана төлеуге болады. 10 мың теңгемен 1 ай оқисың, одан кейін келесі айға тағы да 10 мың теңге болады. Түсіндік қой? Енді реквизиттер. Осын скриндап алыңыздар, егер қатысам десеңіздер. Тек жіберетін нөмір міне. Ал егер жоқ, мен сізге реквизит төлемей тұрып, курстың бағасын төлемей тұрып, тағы да қосымша сұрақтарым бар, соны қойып алайыншы, өтініш. Одан кейін барып ойлана жатармын десеңдер, осы нөмірге жаза беріңдер. Райым ағай, қалайсыз? Сізге мынандай сұрақтарым бар. Деген сияқты нәрселер болса қойып алыңыздар. Енді көп оқушылар мынандай сіздердің сапаларыңыз қандай деп сұрақ қояды да. Сондай бір андай мағынасы жоқ деп емес, енді қалай айтсам болады. Мынандай сұрақ қояды. Сапасы қандай деп сұрақ қояды. Енді ол сапасын біз сөзбен айта алмаймыз. Ой, біз күшті керемет өтеміз. Мынандай бар, мынандай деп айта алмаймыз. Сіздер мына сабақты көрдіңіздер ғой, мен түсіндіргенімді. Қалай түсіндіремін? Егер сен түсіне алсаң, онда жақсы түсіндің ба, онда жақсы деген сөз. Ал жаман вообще мен түсіндіре алмаймын ба, онда түсіне алмаймын деген сөз. Бір ғана сабаққа емес, мысалы біз тағы да сабақ шығарамыз, тегін сабақ. Оған да қараңыздар. Яғни сапаны сен өзің анықтайсың. Біз саған бермейміз саған сапаны. Сен өзің анықтайсың. Тағы мынандай нәрсе бар. Гарантия бар ма деген сұрақ. Гарантияны мен айтайын, оқитын адамға ғана бере аламын. Сен оқисың ба? Тапсырмаларды қатар орындайсың ғой, барлығын уақытында. Олай болса, мен саған гарантия беремін. Жаңағы 2 айдың курсын оқысаң, мынау алгебра, физикадан +25 жинайсың. Ал мына екеуінен
плюс 30 жинайсың. Плюс 30 немесе 35 жинайсың. Егер мынадан плюс 25 дедім, себебі алгебрада плюс геометрия бар. Егер геометрияны оқымасаң, сен 40-та 40 жинай алмайсың. Плюс мыналардың С деңгейлі курсы бар. Сондықтан бұл жерде 25-тен асыра жинауға болады. Ал 40-қа жету үшін оның тереңдетілген курсы бар. Ол 1 айлық. Оны оқысаң да болады. Не болмаса, ағай, маған 25 балл жетеді десең, оны оқымай қойсаң да болады бәрібір. Міне, сондай оқушыларға, оқимын деген оқушыларға гарантия бере аламын. Ал егер басын шұқып отыратын оқушылар, не болмаса андай оқысай деп күнделікті айтып отыру керек болса, не болмаса андай, қалай айтсам болады, жанында адам қарап отырса оқымайтын оқушылар болса, онда олар гарантия бере алмаймын. Бірге бір бәрін оқып дайындалсаң, мен сенің фундаментіңді қалап берем, кірпішіңді салып берем, крышаңды істеп берем, ал ішіндегі барлығы оформление, жарық, не болмаса отопление деген нәрселер бар ғой, оның бәрін өзің істейсің. Назар аударғандарыңызға рахмет. Қысы сабақтардың барлығын ремонт болмай, сабақтың барлығын жіберіңіздер оқушыларға. Және курсқа жазылам десеңіздер, келесі курс бізде, айта кетейін, 15-16 желтоқсанда басталады. Оқушылардың сұрақ қояды мынандай, марафон кезінде айтады, келесі курс қашан басталады? Яғни осы курс емес, келесі курс, арғы курс. Арғы курс, біз айтайын, енді 4 қаңтар басталатын сияқты. Қазірше белгісіз, 4 қаңтар или 5 қаңтар. Бірақ енді арғы курс не қыласың сен? Осы курста жазылып, тезірек бастап кет. Сонымен ақпараттардың бәрі осы. Егер қосымша сұрақтар болса, осы чек жіберетін нөмірге сұраңыздар. Ал егер бірден төлеймін, болды қатысам десеңіздер, қазір төлеп, уже чекті жіберсеңдер болады. Каспи арқылы, не болса, единица арқылы жіберуге болады. Қазірше народный, киви деген нәрселерді қолданбай қойық. Каспи болса Каспи, Каспи болмаса единица. Сонымен назар аударғандарыңызға рахмет. Курста кездескенше.